Ахметов. Ахметов. Вы меня слышите, Ахметов? Ну, я вам еще раз говорю. Ну, не можете вы здесь развестись. Езжайте туда, где вы зарегистрировались. Таковы правила. Почему я должен ехать 400 километров в Жаркент, чтобы просто развестись? 21 век на дворе. Нужно же было хотя бы онлайн сделать. База не работает. Ну, сбой какой-то. Через неделю, говорят, будет. Ну, можете подождать. А вообще развод – это не так легко, как вам кажется. Побегать придется, дорогой. Почему вы такая злая? Или в вашей жизни что-то не так пошло? А у вас? А вы не лезьте в чужую семью. Это не ваше дело. Занимайтесь своей работой, хорошо? Правильно, что разводишься, деточка. Кел бері, қара. Айттым ғой саған запаска жоқ деп. Сен асықтырмағанда, жаңағы ямаға түспей, уже бетонкада кетіп бара жататын едік. Тағы да мен кінәлі болдым ба? Мен сені кінәлап тұрмын ба не? Не айтып тұрсың? Машинаң жұмыс жасамаса, таксимен кете берейікші. Машинам тұрғанда мен не үшін таксимен баруым керек? Шақыр такси. Ашта бермеші, бір сөзін екі рет қайталай береді екенсің сенде. Қалайсың, сосед? Жаны, қалайсыңдар? Жақсы. Я көріш көрінбей кеттің ғой. Бірақ бой кішкентайлар и так та көрінбейді ғой. Не бұл? Дворын собраниясында көрініп тұратын емдер, тыныштық па? Ажырасайын деп жатырмыз. Красавчик родной. Қатын қалай көндірді? Ей, жаным-ау, не болды? Ойлаймын, ортада бала бар ғой, баланы аямайсыңдар ма? Катя, бұларда бала жоқ. Бала жоқ? Онда жақсы болыпты ғой. Не, жақсы болыпты дегенде. Не ғой? Ажырасып атқандарың жаман, конечно. Но ортада баланың жоқтығы жақсы да. Не ғой? Баланың жоқтығы жаман, но ажырасып жатқандарың жақсы. Так, сонда мен түсінбедім. Несі жақсы, несі жаман болды? Онда біз жүре берейік, аман есен ажырасып алыңдар. Жүрсің. Хабарласамыз, Дося. Айттым ғой мен саған бұлар ажырасады деп. Бәленің бәрі анау қорықтардан шығады. Түр айтып тұр, изменять еткен анау. Ой, ана сен қортыққа кім қарайды айналайын? Кино, мен Человек-паукпын. Ой, Альберт Сапарович, аған теуге болмайды ғой. Родной, айбетпе енді. Жақында сүндетке отырғызғанбыз енді, кішкене еркелеп жатқан ғой. Дөңгелекке не болған? Көрмей тұрсың ба не? По пути болса бізбен бірге жүрсеңдерші. Біз Жаркент жаққа бара жатырмыз. Сендер қайда бара жатсыңдар? Біз де негізі Жаркентке бара жатқан едік. Ой, ажырасып жатырмыз дейді да. Еще қыдырып үлгерейін деп жатыр да бұлар. Біздің ЗАГС Жаркентте, регистрация сол жақта. Родной, сразу солай айтпайсың ба? Ой, жүріңдер бізбен как раз, жол серік боласыңдар. Иә. Кішкене өсектесеміз, көршілерді өсектейміз дегендей. Катя өлең айтып береді, мен би билеп берем. Жіберем ба? Просто бензинге бір 10 мың теңге өсіңдер. Ей, ұялмайсың ба? 10 мың теңге деген нес? 30 мың деп айтсай? Не автобуспен барайын деп отырған жоқпыз ғой? Жоқ, рахмет, өзіміз барамыз. Айдос, келсейікші, такси алмай жатыр. Тезірек істі бітірейікші. А чё, мен қарсымын ба не? Хотя бы өмірінде бір рет болсын, я десе болады ғой. Катя, анау көршілердікі дұрыс емес қой. Зачем я ажырасамыз деп? Мыналар шынымен до конца көреміз деп отырсыздар ма? Пранк қой
Пранк, Бұл родной. киноны бар ғой ютубтан емес, кәдімгі кинотеатрға барып, драйвпен, бауырларыңызбен, туған туысқанмен, отбасымен көретін кино ғой бұл. Роднойларыңды ұмыт кетпеңдер, апаруға киноға. Давайте, тұрыңдар кинотеатрға барыңдар. Пранк үшін ренжімеңдер, роднойлар. Алғашқы проектім «Родной» фильмі, продюсерлік дебютым. Тақырып өте актуалды. Бомба болады ғой, пушка болады ғой. Бұл өзекті тақырыптардың бірі деп ойлаймын. Сол үшін бару керексіз. Комедия, ішінде драмасы бар. Ажырасам деп жатқан отбасылар ажыраспас бұрын міндетті түрде осы киноны көріңіздер. Мүмкін содан кейін ажыраспайсыздар. «Родной» фильмінің сценарийі тек қана арзан күлкі емес, комедия, ішінде драмасы бар, отбасылық құндылықтарды жастар тілінде әзілмен әдемілеп жеткізіп, әр көрерменге ой салатын фильм. Комедия, және де бұл комедияны шығаратын екі адам бар, біздің роднойлар, біздің көршілер, Сапар мен Катя. Өте қызықты персонаждар. Мен қанша фильм көрдім, бірақ дәл осындай персонаждарды бұрын көрмегем. Дәл мен ғой мынау жаңағы Катя мен деген сияқты әйелдер өздерін көреді деген ойдамын. Әрине, кез келген киноны түсірген кезде оның бір айтар ой бар. Бұл кинода да ондай нәрсе бар. Жалпы қазір Дәл жер көлемі 9-шы орын болса, кеңдігінен ажырасудан да 9-шы орын екен. Сондықтан ол нәрсені біз қалай да болсын осы киномен біраз отбасылардың ажырасуын тоқтатып қаламыз деген ойдамын. Осы менің құрдастарым арасында болып жатқан көбісінен естимін осындай семьясындағы проблемалар жайлы, ажырасу жайлы. Сондықтан өзімде өте актуалды ғой, ойнауым керек, неге ойнамасқа деп шешім қабылдадым. Қазіргі таңда көптеген жас отбасылар тағдырдың сынақтарын көтере алмай, ажырасуға бел буып жатады. Ажырасуға бір себеп тауып жатқан жандар біздің фильмнен ажыраспауға мың себеп таба алады деп айта аламын. Бұл отбасылық фильмге бәрі бару керек деп ойлаймын. Неге? Себебі бұл біріншіден комедия, күліп қайтасыз. Екіншіден драма, жылап қайтасыз. Фильмнің жалпы мағаны, сценарийдің мағаны, басы бар, ортасы бар, аяғы бар. актерлік состав өте керемет. Өте талантты жігіттер, қыздар. Меніңше ондай актерлар сомдаған рөл, сомдаған кино жаман болмайды. Бастысы өзім қуаныштымын, шыны керек, осындай құрамда, осындай кинода бой көрсеткеніме. Жалпы фильмімізді арзан, сапасыз деп айта алмаймын. Себебі сценаристеріміз өте мықты. Қырғызстанның азаматтары «В поисках мамы», «Каникулы оффлайн» деген сияқты үлкен проекттерді жазып жүрген жігіттер. Режиссеріміз қырғыздың азаматы Бақыт Османқанов деген кісі. Ол кісіге де қатты риза болдым. Себебі әзілді түсінеді, драма жағында жақсы түсінеді. Ал оператор жайлы енді жай аты жөнін айтсам да жеткілікті деп ойлаймын. Азамат Тулатов. Біреулер тек ажырасудың ортасында деп ойлауы мүмкін фильм. Жоқ, туыс, дос, Сапардың мен достығына шын мәнінде бұл жерде риза боламын. Ондай достар шын мәнінде қазір аз. Біздің елдің, біздің жердің қандай кең екенін осы фильмде әдемі суреттеген. Міндетті түрде келіңіздер. Біз барлық қалада сіздермен бірге боламыз, бірге болуға тырысамыз, және де бізбен бір қатарда отырып киноны тамашалағандарыңызға біз қуанатын боламыз. Сондықтан баршаңызды 23 наурыз барлық Қазақстанның кинотеатрларынан көрсететін осындай тамаша комедия «Родной» фильміне шақырамыз. Осы киноны көруге шақырамын, өйткені берер тәрбиесі көп, берер дүниесі көп, соның бәрін сіздер бағалау керексіздер. «Родной» фильмі 23 наурыздан бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан көрсететін болады. Бір қызығы, Рамазан айының бірінші күнімен тұспа-тұс келіп тұр. Көптеген ағаларым, танитын продюсерлерім оразада шығуға қорықпайсың ба деген сұрақ қойған болатын маған. Біреу қорқытып айтатын, ойбай, оразада кім барады киноға деп. Бірақ бір Аллам өзі қолдайды деп ойлаймын. Себебі біз ажыраспауға шақырып жатырмыз. Білуімше Құдайдың ең ұнамайтын істерінің бірі ол ажырасу. Сондықтан Алланың өзі қолдап, прокатымыз мықты өтеді деген сенімдемін. Біздің «Родной» фильмімізді көргеннен кейін
бір отбасы болса да ажырасамын деген ойын алып тастап ажыраспаймыз, болды ары қарай бақытты өмір сүреміз десе, оның өзі біз үшін үлкен жеңіс. Сондықтан родной фильміне 23 наурыздан бастап келіңіздер. Почему я должен ехать 400 километров в Жаркент, чтобы просто развестись? Двордың собраниясында көрініп тұратын емдер тыныштық па? Ажырасаңыз жатырмыз. Қатынды қалай көндірді? Ажырасуларыңа не себеп болды? Импотент па? Алғашқы проектім родной фильмі, продюсерлік дебютым. Тақырып өте актуалды. Бомба болады ғой, пушка болады ғой. Бұл өзекті тақырыптардың бірі деп ойлаймын, сол үшін бару керексіз. Комедия, ішінде драмасы бар. Ажырасам деп жатқан отбасылар ажыраспас бұрын міндетті түрде осы киноны көріңіздер. Мүмкін содан кейін ажыраспайсыздар. Родной фильмінің сценарийі тек қана арзан күлкі емес, комедия, ішінде драмасы бар, отбасылық құндылықтарды жастар тілінде әзілмен әдемілеп жеткізіп, әр көрерменге ой салатын фильм. Комедия, және де бұл комедияны шығаратын екі адам бар, біздің роднойлар, біздің көршілер, Сапар мен Катя. Өте қызықты персонаждар. Мен қанша фильм көрдім, бірақ дәл осындай персонаждарды бұрын көрмегем. Дәл мен ғой мынау жаңағы Катя мен деген сияқты әйелдер өздерін көреді деген ойдамын. Әрине, кез келген киноны түсірген кезде оның бір айтар ойы бар. Бұл кинода да ондай нәрсе бар. Жалпы қазір Дәл жер көлемі 9-шы орын болса, кеңдігінен ажырасудан да 9-шы орын екен. Сондықтан ол нәрсені біз қалай да болсын осы киномен біраз отбасылардың ажырасуын тоқтатып қаламыз деген ойдамын. Осы менің құрдастарым арасында болып жатқан көбісінен естимін осындай семьясындағы проблемалар жайлы, ажырасу жайлы. Сондықтан өзімде өте актуалды ғой, ойнауым керек, неге ойнамасқа деп шешім қабылдадым. Қазіргі таңда көптеген жас отбасылар тағдырдың сынақтарын көтере алмай, ажырасуға бел буып жатады. Ажырасуға бір себеп тауып жатқан жандар біздің фильмнен ажыраспауға 1000 себеп таба алады деп айта аламын. Бұл отбасылық фильмге бәрі бару керек деп ойлаймын. Неге? Себебі бұл біріншіден комедия, күліп қайтасыз. Екіншіден драма, жылап қайтасыз. Фильмнің жалпы мағаны, сценарийдің мағаны, басы бар, ортасы бар, аяғы бар. актерлік состав өте керемет. Өте талантты жігіттер, қыздар. Меніңше ондай актерлар сомдаған рөл, сомдаған кино жаман болмайды. Бастысы өзім қуаныштымын, шыны керек, осындай құрамда, осындай кинода бой көрсеткеніме. Жалпы фильмімізді арзан, сапасыз деп айта алмаймын, себебі сценаристеріміз өте мықты. Қырғызстанның азаматтары в поисках мамы, каникулы офлайн деген сияқты үлкен проекттерді жазып жүрген жігіттер. Режиссеріміз қырғыздың азаматы Бақыт Османқанов деген кісі. Ол кісіге де қатты риза болдым, себебі әзілді түсінеді, драма жағында жақсы түсінеді. Ал оператор жайлы енді жай аты жөнін айтсам да жеткілікті деп ойлаймын. Азамат Тулатов. Біреулер тек ажырасудың ортасында деп ойлауы мүмкін фильм. Жоқ, туыс, дос, Сапардың мен достығына шын мәнінде бұл жерде риза боламын. Ондай достар шын мәнінде қазір аз. Біздің елдің, біздің жердің қандай кең екенін осы фильмде әдемі суреттеген. Міндетті түрде келіңіздер. Біз барлық қалада сіздермен бірге боламыз, бірге болуға тырысамыз, және де бізбен бір қатарда отырып киноны тамашалағандарыңызға біз қуанатын боламыз. Сондықтан баршаңызды 23 наурыз барлық Қазақстанның кинотеатрларынан көрсететін осындай тамаша комедия родной фильміне шақырамыз. Осы киноны көруге шақырамын, өйткені берер тәрбиесі көп, берер дүниесі көп, соның бәрін сіздер бағалау керексіздер. Родной фильмі 23 наурыздан бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан көрсететін болады. Бір қызығы, Рамазан айының 1-ші күнімен тұспа-тұс келіп тұр. Көптеген ағаларым, танитын продюсерлерім, оразада шығуға қорықпайсың ба деген сұрақ қойған болатын маған. Біреу қорқытып айтатын, ойбуй, оразада кім барады киноға деп. Бірақ бір Аллам өзі қолдайды деп ойлаймын. Себебі біз ажыраспауға шақырып жатырмыз. Білуімше Құдайдың
ең ұнамайтын істерінің бірі ол ажырасу. Сондықтан Алланың өзі қолдап, прокатымыз мықты өтеді деген сенімдемін. Біздің родной фильмімізді көргеннен кейін бір отбасы болса да ажырасамын деген ойын алып тастап, ажыраспаймыз, болды ары қарай бақытты өмір сүреміз десе, оның өзі біз үшін үлкен жеңіс. Сондықтан родной фильміне 23 наурыздан бастап келіңіздер. Почему я должен ехать 400 километров в Жаркент, чтобы просто развестись? Двордың собраниясында көрініп тұратын емдер тыныштық па? Ажырасаңыз жатырмыз. Қатынды қалай көндірді? Ажырасуларыңа не себеп болды? Импотент па? Алғашқы проектім родной фильмі, продюсерлік дебютым. Тақырып өте актуалды. Бомба болады ғой, пушка болады ғой. Бұл өзекті тақырыптардың бірі деп ойлаймын. Сол үшін бару керексіз. Комедия, ішінде драмасы бар. Ажырасам деп жатқан отбасылар ажыраспас бұрын міндетті түрде осы киноны көріңіздер. Мүмкін содан кейін ажыраспайсыздар. Родной фильмінің сценарийі тек қана арзан күлкі емес, комедия, ішінде драмасы бар, отбасылық құндылықтарды жастар тілінде әзілмен әдемілеп жеткізіп, әр көрерменге ой салатын фильм. Комедия, және де бұл комедияны шығаратын екі адам бар, біздің роднойлар, біздің көршілер, Сапар мен Катя. Өте қызықты персонаждар. Мен қанша фильм көрдім, бірақ дәл осындай персонаждарды бұрын көрмегем. Дәл мен ғой мынау жаңағы Катя мен деген сияқты әйелдер өздерін көреді деген ойдамын. Әрине, кез келген киноны түсірген кезде оның бір айтар ой бар. Бұл кинода да ондай нәрсе бар. Жалпы қазір Дәл жер көлемі 9-шы орын болса, кеңдігінен ажырасудан да 9-шы орын екен. Сондықтан ол нәрсені біз қалай да болсын осы киномен біраз отбасылардың ажырасуын тоқтатып қаламыз деген ойдамын. Осы менің құрдастарым арасында болып жатқан көбісінен естимін осындай семьясындағы проблемалар жайлы, ажырасу жайлы. Сондықтан өзім де өте актуалды ғой, ойнауым керек, неге ойнамасқа деп шешім қабылдадым. Қазіргі таңда көптеген жас отбасылар тағдырдың сынақтарын көтере алмай, ажырасуға бел буып жатады. Ажырасуға бір себеп тауып жатқан жандар біздің фильмнен ажыраспауға 1000 себеп таба алады деп айта аламын. Бұл отбасылық фильмге бәрі бару керек деп ойлаймын. Неге? Себебі бұл біріншіден комедия, күліп қайтасыз. Екіншіден драма, жылап қайтасыз. Фильмнің жалпы мағаны, сценарийдің мағаны, басы бар, ортасы бар, аяғы бар. актерлік состав өте керемет. Өте талантты жігіттер, қыздар. Меніңше ондай актерлар сомдаған рөл, сомдаған кино жаман болмайды. Бастысы өзім қуаныштымын, шыны керек, осындай құрамда, осындай кинода бой көрсеткеніме. Жалпы фильмімізді арзан, сапасыз деп айта алмаймын. Себебі сценаристеріміз өте мықты. Қырғызстанның азаматтары в поисках мамы, каникулы офлайн деген сияқты үлкен проекттерді жазып жүрген жігіттер. Режиссеріміз қырғыздың азаматы Бақыт Османқанов деген кісі. Ол кісіге де қатты риза болдым. Себебі әзілді түсінеді, драма жағында жақсы түсінеді. Ал оператор жайлы енді жай аты жөнін айтсам да жеткілікті деп ойлаймын. Азамат Тулатов. Біреулер тек ажырасудың ортасында деп ойлауы мүмкін фильм. Жоқ, туыс, дос. Сапардың мен достығына шын мәнінде бұл жерде риза боламын. Ондай достар шын мәнінде қазір аз. Біздің елдің, біздің жердің қандай кең екенін осы фильмде әдемі суреттеген. Міндетті түрде келіңіздер. Біз барлық қалада сіздермен бірге боламыз, бірге болуға тырысамыз, және де бізбен бір қатарда отырып киноны тамашалағандарыңызға біз қуанатын боламыз. Сондықтан баршаңызды 23 наурыз барлық Қазақстанның кинотеатрларынан көрсететін осындай тамаша комедия родной фильміне шақырамыз. Осы киноны көруге шақырамын, өйткені берер тәрбиесі көп, берер дүниесі көп, соның бәрін сіздер бағалау керексіздер. Родной фильмі 23 наурыздан бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан көрсететін болады. Бір қызығы Рамазан айының 1-ші күнімен тұспа-тұс келіп тұр. Көптеген ағаларым, танитын продюсерлерім, оразада шығуға қорықпайсың ба деген сұрақ
қойған болатын маған. Біреу қорқытып айтатын, ойбой, оразада кім барады киноға деп. Бірақ бір Аллам өзі қолдайды деп ойлаймын. Себебі біз ажыраспауға шақырып жатырмыз. Білуімше Құдайдың ең ұнамайтын істерінің бірі ол ажырасу. Сондықтан Алланың өзі қолдап, прокатымыз мықты өтеді деген сенімдемін. Біздің родной фильмімізді көргеннен кейін бір отбасы болса да ажырасамын деген ойын алып тастап, ажыраспаймыз, болды ары қарай бақытты өмір сүреміз десе, оның өзі біз үшін үлкен жеңіс. Сондықтан родной фильміне 23 наурыздан бастап келіңіздер. Почему я должен ехать 400 километров в Жаркент, чтобы просто развестись? Двордың собраниясында көрініп тұратын немдер тыныштық па? Ажырасаңыз жатырмыз. Қатынды қалай көндірді? Ажырасуларыңа не себеп болды? Импотент па? Алғашқы проектім родной фильмі, продюсерлік дебютым. Тақырып өте актуалды. Бомба болады ғой, пушка болады ғой. Бұл өзекті тақырыптардың бірі деп ойлаймын. Сол үшін бару керексіз. Комедия, ішінде драмасы бар. Ажырасам деп жатқан отбасылар ажыраспас бұрын міндетті түрде осы киноны көріңіздер. Мүмкін содан кейін ажыраспайсыздар. Родной фильмінің сценарийі тек қана арзан күлкі емес, комедия, ішінде драмасы бар, отбасылық құндылықтарды жастар тілінде әзілмен әдемілеп жеткізіп, әр көрерменге ой салатын фильм. Комедия, және де бұл комедияны шығаратын екі адам бар, біздің роднойлар, біздің көршілер, Сапар мен Катя. Өте қызықты персонаждар. Мен қанша фильм көрдім, бірақ дәл осындай персонаждарды бұрын көрмегем. Дәл мен ғой мынау жаңағы Катя мен деген сияқты әйелдер өздерін көреді деген ойдамын. Әрине, кез келген киноны түсірген кезде оның бір айтар ой бар. Бұл кинода да ондай нәрсе бар. Жалпы қазір Дәл жер көлемі 9-шы орын болса, кеңдігінен ажырасудан да 9-шы орын екен. Сондықтан ол нәрсені біз қалай да болсын осы киномен біраз отбасылардың ажырасуын тоқтатып қаламыз деген ойдамын. Осы менің құрдастарым арасында болып жатқан көбісінен естимін осындай семьясындағы проблемалар жайлы, ажырасу жайлы. Сондықтан өзімде өте актуалды ғой, ойнауым керек, неге ойнамасқа деп шешім қабылдадым. Қазіргі таңда көптеген жас отбасылар тағдырдың сынақтарын көтере алмай, ажырасуға бел буып жатады. Ажырасуға бір себеп тауып жатқан жандар біздің фильмнен ажыраспауға 1000 себеп таба алады деп айта аламын. Бұл отбасылық фильмге бәрі бару керек деп ойлаймын. Неге? Себебі бұл біріншіден комедия, күліп қайтасыз. Екіншіден драма, жылап қайтасыз. Фильмнің жалпы мағаны, сценарийдің мағаны, басы бар, ортасы бар, аяғы бар. Актерлік состав өте керемет. Өте талантты жігіттер, қыздар. Меніңше ондай актерлар сомдаған рөл, сомдаған кино жаман болмайды. Бастысы өзім қуаныштымын, шыны керек, осындай құрамда, осындай кинода бой көрсеткеніме. Жалпы фильмімізді арзан, сапасыз деп айта алмаймын. Себебі сценаристеріміз өте мықты. Қырғызстанның азаматтары в поисках мамы, каникулы офлайн деген сияқты үлкен проекттерді жазып жүрген жігіттер. Режиссеріміз қырғыздың азаматы Бақыт Османқанов деген кісі. Ол кісіге де қатты риза болдым. Себебі әзілді түсінеді, драма жағында жақсы түсінеді. Ал оператор жайлы енді жай аты жөнін айтсам да жеткілікті деп ойлаймын. Азамат Тулатов. Біреулер тек ажырасудың ортасында деп ойлауы мүмкін фильм. Жоқ, туыс, дос, Сапардың мен достығына шын мәнінде бұл жерде риза боламын. Ондай достар шын мәнінде қазір аз. Біздің елдің, біздің жердің қандай кең екенін осы фильмде әдемі суреттеген. Міндетті түрде келіңіздер. Біз барлық қалада сіздермен бірге боламыз, бірге болуға тырысамыз, және де бізбен бір қатарда отырып киноны тамашалағандарыңызға біз қуанатын боламыз. Сондықтан баршаңызды 23 наурыз барлық Қазақстанның кинотеатрларынан көрсететін осындай тамаша комедия родной фильміне шақырамыз. Осы киноны көруге шақырамын, өйткені берер тәрбиесі көп, берер дүниесі көп, соның бәрін сіздер бағалау керексіздер. Родной фильмі 23 наурыздан бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан көрсететін болады. Бір қызығы, Рамазан айының
бірінші күнімен тұспа тұс келіп тұр. Көптеген ағаларым, танитын продюсерлерім оразада шығуға қорықпайсың ба деген сұрақ қойған болатын маған. Біреу қорқытып айтатын, ойбай, оразада кім барады киноға деп. Бірақ бір Аллам өзі қолдайды деп ойлаймын. Себебі біз ажыраспауға шақырып жатырмыз. Білуімше, Құдайдың ең ұнамайтын істерінің бірі ол ажырасу. Сондықтан Алланың өзі қолдап, прокатымыз мықты өтеді деген сенімдемін. Біздің родной фильмімізді көргеннен кейін бір отбасы болса да ажырасамын деген ойын алып тастап, ажыраспаймыз, болды ары қарай бақытты өмір сүреміз десе, оның өзі біз үшін үлкен жеңіс. Сондықтан родной фильміне 23 наурыздан бастап келіңіздер. Почему я должен ехать 400 километров в Жаркент, чтобы просто развестись? Двордың собраниясында көрініп тұратын емдер тыныштық па? Ажырасаңыз жатырмыз. Қатынды қалай көндірді? Ажырасуларыңа не себеп болды? Импотент па? Алғашқы проектім родной фильмі, продюсерлік дебютым. Тақырып өте актуалды. Бомба болады ғой, пушка болады ғой. Бұл өзекті тақырыптардың бірі деп ойлаймын. Сол үшін бару керексіз. Комедия, ішінде драмасы бар. Ажырасам деп жатқан отбасылар ажыраспас бұрын міндетті түрде осы киноны көріңіздер. Мүмкін содан кейін ажыраспайсыздар. Родной фильмінің сценарийі тек қана арзан күлкі емес, комедия, ішінде драмасы бар, отбасылық құндылықтарды жастар тілінде әзілмен әдемілеп жеткізіп, әр көрерменге ой салатын фильм. Комедия, және де бұл комедияны шығаратын екі адам бар, біздің роднойлар, біздің көршілер, Сапар мен Катя. Өте қызықты персонаждар. Мен қанша фильм көрдім, бірақ дәл осындай персонаждарды бұрын көрмегем. Дәл мен ғой мынау жаңағы Катя мен деген сияқты әйелдер өздерін көреді деген ойдамын. Әрине, кез келген киноны түсірген кезде оның бір айтар ой бар. Бұл кинода да ондай нәрсе бар. Жалпы қазір Дәл жер көлемі 9-шы орын болса, кеңдігінен ажырасудан да 9-шы орын екен. Сондықтан ол нәрсені біз қалай да болсын осы киномен біраз отбасылардың ажырасуын тоқтатып қаламыз деген ойдамын. Осы менің құрдастарым арасында болып жатқан көбісінен естимін осындай семьясындағы проблемалар жайлы, ажырасу жайлы. Сондықтан өзім де өте актуалды ғой, ойнауым керек, неге ойнамасқа деп шешім қабылдадым. Қазіргі таңда көптеген жас отбасылар тағдырдың сынақтарын көтере алмай, ажырасуға бел буып жатады. Ажырасуға бір себеп тауып жатқан жандар біздің фильмнен ажыраспауға мың себеп таба алады деп айта аламын. Бұл отбасылық фильмге бәрі бару керек деп ойлаймын. Неге? Себебі бұл біріншіден комедия, күліп қайтасыз. Екіншіден драма, жылап қайтасыз. Фильмнің жалпы мағаны, сценарийдің мағаны, басы бар, ортасы бар, аяғы бар. Актерлік состав өте керемет. Өте талантты жігіттер, қыздар. Меніңше ондай актерлар сомдаған рөл, сомдаған кино жаман болмайды. Бастысы өзім қуаныштымын, шыны керек, осындай құрамда, осындай кинода бой көрсеткеніме. Жалпы фильмімізді арзан, сапасыз деп айта алмаймын. Себебі сценаристеріміз өте мықты. Қырғызстанның азаматтары в поисках мамы, каникулы офлайн деген сияқты үлкен проекттерді жазып жүрген жігіттер. Режиссеріміз қырғыздың азаматы Бақыт Османқанов деген кісі. Ол кісіге де қатты риза болдым. Себебі әзілді түсінеді, драма жағында жақсы түсінеді. Ал оператор жайлы енді жай аты жөнін айтсам да жеткілікті деп ойлаймын. Азамат Тулатов. Біреулер тек ажырасудың ортасында деп ойлауы мүмкін фильм. Жоқ, туыс, дос, Сапардың мен достығына шын мәнінде бұл жерде риза боламын. Ондай достар шын мәнінде қазір аз. Біздің елдің, біздің жердің қандай кең екенін осы фильмде әдемі суреттеген. Міндетті түрде келіңіздер. Біз барлық қалада сіздермен бірге боламыз, бірге болуға тырысамыз, және де бізбен бір қатарда отырып киноны тамашалағандарыңызға біз қуанатын боламыз. Сондықтан баршаңызды 23 наурыз барлық Қазақстанның кинотеатрларынан көрсететін осындай тамаша комедия родной фильміне шақырамыз. Осы киноны көруге шақырамын, өйткені берер тәрбиесі
нәрсе көп, берер дүниесі көп. Соның бәрін сіздер бағалау керексіздер. Родной фильмі 23 наурыздан бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан көрсететін болады. Бір қызығы, Рамазан айының бірінші күнімен тұспа-тұс келіп тұр. Көптеген ағаларым, танитын продюсерлерім оразада шығуға қорықпайсың ба деген сұрақ қойған болатын маған. Біреу қорқытып айтатын, ойбой, оразада кім барады киноға деп. Бірақ бір Аллам өзі қолдайды деп ойлаймын. Себебі біз ажыраспауға шақырып жатырмыз. Білуімше, Құдайдың ең ұнамайтын істерінің бірі ол ажырасу. Сондықтан Алланың өзі қолдап, прокатымыз мықты өтеді деген сенімдемін. Біздің родной фильмімізді көргеннен кейін бір отбасы болса да ажырасамын деген ойын алып тастап, ажыраспаймыз, болды ары қарай бақытты өмір сүреміз десе, оның өзі біз үшін үлкен жеңіс. Сондықтан родной фильміне 23 наурыздан бастап келіңіздер. Почему я должен ехать 400 километров в Жаркент, чтобы просто развестись? Двордың собраниясында көрініп тұратын емдер тыныштық па? Ажырасаңыз жатырмыз. Қатынды қалай көндірдік? Ажырасуларыңа не себеп болды? Импотент па? Алғашқы проектім родной фильмі, продюсерлік дебютым. Тақырып өте актуалды. Бомба болады ғой, пушка болады ғой. Бұл өзекті тақырыптардың бірі деп ойлаймын. Сол үшін бару керексіз. Комедия, ішінде драмасы бар. Ажырасам деп жатқан отбасылар ажыраспас бұрын міндетті түрде осы киноны көріңіздер. Мүмкін содан кейін ажыраспайсыздар. Родной фильмінің сценарийі тек қана арзан күлкі емес, комедия, ішінде драмасы бар, отбасылық құндылықтарды жастар тілінде әзілмен әдемілеп жеткізіп, әр көрерменге ой салатын фильм. Комедия, және де бұл комедияны шығаратын екі адам бар, біздің роднойлар, біздің көршілер, Сапар мен Катя. Өте қызықты персонаждар. Мен қанша фильм көрдім, бірақ дәл осындай персонаждарды бұрын көрмегем. Дәл мен ғой мынау жаңағы Катя мен деген сияқты әйелдер өздерін көреді деген ойдамын. Әрине, кез келген киноны түсірген кезде оның бір айтар ой бар. Бұл кинода да ондай нәрсе бар. Жалпы қазір Дәл жер көлемі 9-шы орын болса, кеңдігінен ажырасудан да 9-шы орын екен. Сондықтан ол нәрсені біз қалай да болсын осы киномен біраз отбасылардың ажырасуын тоқтатып қаламыз деген ойдамын. Осы менің құрдастарым арасында болып жатқан көбісінен естимін осындай семьясындағы проблемалар жайлы, ажырасу жайлы. Сондықтан өзім де өте актуалды ғой, ойнауым керек, неге ойнамасқа деп шешім қабылдадым. Қазіргі таңда көптеген жас отбасылар тағдырдың сынақтарын көтере алмай, ажырасуға бел буып жатады. Ажырасуға бір себеп тауып жатқан жандар біздің фильмнен ажыраспауға мың себеп таба алады деп айта аламын. Бұл отбасылық фильмге бәрі бару керек деп ойлаймын. Неге? Себебі бұл біріншіден комедия, күліп қайтасыз. Екіншіден драма, жылап қайтасыз. Фильмнің жалпы мағаны, сценарийдің мағаны, басы бар, ортасы бар, аяғы бар. Актерлік состав өте керемет. Өте талантты жігіттер, қыздар. Меніңше ондай актерлар сомдаған рөл, сомдаған кино жаман болмайды. Бастысы өзім қуаныштымын, шыны керек, осындай құрамда, осындай кинода бой көрсеткеніме. Жалпы фильмімізді арзан, сапасыз деп айта алмаймын. Себебі сценаристеріміз өте мықты. Қырғызстанның азаматтары в поисках мамы, каникулы офлайн деген сияқты үлкен проекттерді жазып жүрген жігіттер. Режиссеріміз қырғыздың азаматы Бақыт Османқанов деген кісі. Ол кісіге де қатты риза болдым. Себебі әзілді түсінеді, драма жағында жақсы түсінеді. Ал оператор жайлы енді жай аты жөнін айтсам да жеткілікті деп ойлаймын. Азамат Тулатов. Біреулер тек ажырасудың ортасында деп ойлауы мүмкін фильм. Жоқ, туыс, дос, Сапардың мен достығына шын мәнінде бұл жерде риза боламын. Ондай достар шын мәнінде қазір аз. Біздің
елдің, біздің жердің қандай кең екенін осы фильмде әдемі суреттеген. Міндетті түрде келіңіздер. Біз барлық қалада сіздермен бірге боламыз, бірге болуға тырысамыз, және де бізбен бір қатарда отырып киноны тамашалағандарыңызға біз қуанатын боламыз. Сондықтан баршаңызды 23 наурыз барлық Қазақстанның кинотеатрларынан көрсететін осындай тамаша комедия «Родной» фильміне шақырамыз. Осы киноны көруге шақырамын, өйткені берер тәрбиесі көп, берер дүниесі көп, соның бәрін сіздер бағалау керексіздер. «Родной» фильмі 23 наурыздан бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан көрсететін болады. Бір қызығы, Рамазан айының бірінші күнімен тұспа-тұс келіп тұр. Көптеген ағаларым, танитын продюсерлерім оразада шығуға қорықпайсың ба деген сұрақ қойған болатын маған. Біреу қорқытып айтатын, ойбай, оразада кім барады киноға деп. Бірақ бір Аллам өзі қолдайды деп ойлаймын. Себебі біз ажыраспауға шақырып жатырмыз. Білуімше, Құдайдың ең ұнамайтын істерінің бірі ол ажырасу. Сондықтан Алланың өзі қолдап, прокатымыз мықты өтеді деген сенімдемін. Біздің «Родной» фильмімізді көргеннен кейін бір отбасы болса да ажырасамын деген ойын алып тастап, ажыраспаймыз, болды ары қарай бақытты өмір сүреміз десе, оның өзі біз үшін үлкен жеңіс. Сондықтан «Родной» фильміне 23 наурыздан бастап келіңіздер. Почему я должен ехать 400 километров в Жаркент, чтобы просто развестись? Двордың собраниясында көрініп тұратын емдер тыныштық па? Ажырасаңыз жатырмыз. Қатынды қалай көндірді? Ажырасуларыңа не себеп болды? Импотент па? Алғашқы проектім «Родной» фильмі, продюсерлік дебютым. Тақырып өте актуалды. Бомба болады ғой, пушка болады ғой. Бұл өзекті тақырыптардың бірі деп ойлаймын, сол үшін бару керексіз. Комедия, ішінде драмасы бар. Ажырасам деп жатқан отбасылар ажыраспас бұрын міндетті түрде осы киноны көріңіздер. Мүмкін содан кейін ажыраспайсыздар. «Родной» фильмінің сценарийі тек қана арзан күлкі емес, комедия, ішінде драмасы бар, отбасылық құндылықтарды жастар тілінде әзілмен әдемілеп жеткізіп, әр көрерменге ой салатын фильм. Комедия, және де бұл комедияны шығаратын екі адам бар, біздің роднойлар, біздің көршілер, Сапар мен Катя. Өте қызықты персонаждар. Мен қанша фильм көрдім, бірақ дәл осындай персонаждарды бұрын көрмегем. Дәл мен ғой мынау жаңағы Катя мен деген сияқты әйелдер өздерін көреді деген ойдамын. Әрине, кез келген киноны түсірген кезде оның бір айтар ой бар. Бұл кинода да ондай нәрсе бар. Жалпы қазір дәл жер көлемі 9-шы орын болса, кеңдігінен ажырасудан да 9-шы орын екен. Сондықтан ол нәрсені біз қалай да болсын осы киномен біраз отбасылардың ажырасуын тоқтатып қаламыз деген ойдамын. Осы менің құрдастарым арасында болып жатқан көбісінен естимін осындай семьясындағы проблемалар жайлы, ажырасу жайлы. Сондықтан өзімде өте актуалды ғой, ойнауым керек, неге ойнамасқа деп шешім қабылдадым. Қазіргі таңда көптеген жас отбасылар тағдырдың сынақтарын көтере алмай, ажырасуға бел буып жатады. Ажырасуға бір себеп тауып жатқан жандар біздің фильмнен ажыраспауға 1000 себеп таба алады деп айта аламын. Бұл отбасылық фильмге бәрі бару керек деп ойлаймын. Неге? Себебі бұл біріншіден комедия, күліп қайтасыз. Екіншіден драма, жылап қайтасыз. Фильмнің жалпы мағаны, сценарийдің мағаны, басы бар, ортасы бар, аяғы бар. Актерлік состав өте керемет. Өте талантты жігіттер, қыздар. Меніңше ондай актерлар сомдаған рөл, сомдаған кино жаман болмайды. Бастысы өзім қуаныштымын, шыны керек, осындай құрамда, осындай кинода бой көрсеткеніме. Жалпы фильмімізді арзан, сапасыз деп айта алмаймын. Себебі сценаристеріміз өте мықты. Қырғызстанның азаматтары «В поисках мамы», «Каникулы оффлайн» деген сияқты үлкен проекттерді жазып жүрген жігіттер. Режиссеріміз қырғыздың азаматы Бақыт Османқанов деген кісі. Ол кісіге де қатты риза болдым. Себебі әзілді түсінеді, драма жағында жақсы түсінеді. Ал оператор жайлы енді жай аты жөнін айтсам да жеткілікті деп ойлаймын.
Азамат Тулатов. Біреулер тек ажырасудың ортасында деп ойлауы мүмкін фильм. Жоқ, туыс, дос, жаңағы сапардың мен достығына шын мәнінде бұл жерде риза боламын. Ондай достар шын мәнінде қазір аз. Біздің елдің, біздің жердің қандай кең екенін осы фильмде әдемі суреттеген. Міндетті түрде келіңіздер. Біз барлық қалада сіздермен бірге боламыз, бірге болуға тырысамыз, және де бізбен бір қатарда отырып киноны тамашалағандарыңызға біз қуанатын боламыз. Сондықтан баршаңызды 23 наурыз барлық Қазақстанның кинотеатрларынан көрсететін осындай тамаша комедия «Родной» фильміне шақырамыз. Осы киноны көруге шақырамын, өйткені берер тәрбиесі көп, берер дүниесі көп, соның бәрін сіздер бағалау керексіздер. «Родной» фильмі 23 наурыздан бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан көрсететін болады. Бір қызығы, Рамазан айының бірінші күнімен тұспа-тұс келіп тұр. Көптеген ағаларым, танитын продюсерлерім оразада шығуға қорықпайсың ба деген сұрақ қойған болатын маған. Біреу қорқытып айтатын, ойбай, оразада кім барады киноға деп. Бірақ бір Аллам өзі қолдайды деп ойлаймын. Себебі біз ажыраспауға шақырып жатырмыз. Білуімше, Құдайдың ең ұнамайтын істерінің бірі ол ажырасу. Сондықтан Алланың өзі қолдап, прокатымыз мықты өтеді деген сенімдемін. Біздің «Родной» фильмімізді көргеннен кейін бір отбасы болса да ажырасамын деген ойын алып тастап, ажыраспаймыз, болды ары қарай бақытты өмір сүреміз десе, оның өзі біз үшін үлкен жеңіс. Сондықтан «Родной» фильміне 23 наурыздан бастап келіңіздер. Почему я должен ехать 400 километров в Жаркент, чтобы просто развестись? Двордың собраниясында көрініп тұратын емдер тыныштық. Ажырасаңыз жатырмыз. Қатынды қалай көндірдік? Ажырасуларыңа не себеп болды? Импотент па? Алғашқы проектім «Родной» фильмі, продюсерлік дебютым. Тақырып өте актуалды. Бомба болады ғой, пушка болады ғой. Бұл өзекті тақырыптардың бірі деп ойлаймын, сол үшін бару керексіз. Комедия, ішінде драмасы бар. Ажырасам деп жатқан отбасылар ажыраспас бұрын міндетті түрде осы киноны көріңіздер. Мүмкін содан кейін ажыраспайсыздар. «Родной» фильмінің сценарийі тек қана арзан күлкі емес, комедия, ішінде драмасы бар, отбасылық құндылықтарды жастар тілінде әзілмен әдемілеп жеткізіп, әр көрерменге ой салатын фильм. Комедия, және де бұл комедияны шығаратын екі адам бар, біздің роднойлар, біздің көршілер, Сапар мен Катя. Өте қызықты персонаждар. Мен қанша фильм көрдім, бірақ дәл осындай персонаждарды бұрын көрмегем. Дәл мен ғой мынау жаңағы Катя мен деген сияқты әйелдер өздерін көреді деген ойдамын. Әрине, кез келген киноны түсірген кезде оның бір айтар ой бар. Бұл кинода да ондай нәрсе бар. Жалпы қазір дәл жер көлемі 9-шы орын болса, кеңдігінен ажырасудан да 9-шы орын екен. Сондықтан ол нәрсені біз қалайда болсын осы киномен біраз отбасылардың ажырасуын тоқтатып қаламыз деген ойдамын. Осы менің құрдастарым арасында болып жатқан көбісінен естимін осындай семьясындағы проблемалар жайлы, ажырасу жайлы. Сондықтан өзім де өте актуалды ғой, ойнауым керек, неге ойнамасқа деп шешім қабылдадым. Қазіргі таңда көптеген жас отбасылар тағдырдың сынақтарын көтере алмай, ажырасуға бел буып жатады. Ажырасуға бір себеп тауып жатқан жандар біздің фильмнен ажыраспауға 1000 себеп таба алады деп айта аламын. Бұл отбасылық фильмге бәрі бару керек деп ойлаймын. Неге? Себебі бұл біріншіден комедия, күліп қайтасыз. Екіншіден драма, жылап қайтасыз. Фильмнің жалпы мағаны, сценарийдің мағаны басы бар, ортасы бар, аяғы бар. Актерлік состав өте керемет. Өте талантты жігіттер, қыздар. Меніңше ондай актерлар сомдаған рөл, сомдаған кино жаман болмайды. Бастысы өзім қуаныштымын, шыны керек, осындай құрамда, осындай кинода бой көрсеткеніме.
Жалпы фильмімізді арзан, сапасыз деп айта алмаймын, себебі сценаристеріміз өте мықты. Қырғызстанның азаматтары «В поисках мамы», «Каникулы оффлайн» деген сияқты үлкен проекттерді жазып жүрген жігіттер. Режиссеріміз қырғыздың азаматы Бақыт Османқанов деген кісі. Ол кісіге де қатты риза болдым, себебі әзілді түсінеді, драма жағында жақсы түсінеді. Ал оператор жайлы енді жай аты жөнін айтсам да жеткілікті деп ойлаймын. Азамат Тулатов. Біреулер тек ажырасудың ортасында деп ойлауы мүмкін фильм. Жоқ, туыс, дос, сапардың мен достығына шын мәнінде бұл жерде риза боламын. Ондай достар шын мәнінде қазір аз. Біздің елдің, біздің жердің қандай кең екенін осы фильмде әдемі суреттеген. Міндетті түрде келіңіздер. Біз барлық қалада сіздермен бірге боламыз, бірге болуға тырысамыз, және де бізбен бір қатарда отырып киноны тамашалағандарыңызға біз қуанатын боламыз. Сондықтан баршаңызды 23 наурыз барлық Қазақстанның кинотеатрларынан көрсететін осындай тамаша комедия «Родной» фильміне шақырамыз. Осы киноны көруге шақырамын, өйткені берер тәрбиесі көп, берер дүниесі көп, соның бәрін сіздер бағалау керексіздер. «Родной» фильмі 23 наурыздан бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан көрсететін болады. Бір қызығы, Рамазан айының бірінші күнімен тұспа-тұс келіп тұр. Көптеген ағаларым, танитын продюсерлерім оразада шығуға қорықпайсың ба деген сұрақ қойған болатын маған. Біреу қорқытып айтатын, ойбой, оразада кім барады киноға деп. Бірақ бір Аллам өзі қолдайды деп ойлаймын. Себебі біз ажыраспауға шақырып жатырмыз. Білуімше, Құдайдың ең ұнамайтын істерінің бірі ол ажырасу. Сондықтан Алланың өзі қолдап, прокатымыз мықты өтеді деген сенімдемін. Біздің «Родной» фильмімізді көргеннен кейін бір отбасы болса да ажырасамын деген ойын алып тастап, ажыраспаймыз, болды ары қарай бақытты өмір сүреміз десе, оның өзі біз үшін үлкен жеңіс. Сондықтан «Родной» фильміне 23 наурыздан бастап келіңіздер. Почему я должен ехать 400 километров в Жаркент, чтобы просто развестись? Двордың собраниясында көрініп тұратын емдер тыныштық. Ажырасаңыз жатырмыз. Қатынды қалай көндірді? Ажырасуларыңа не себеп болды? Импотент па? Алғашқы проектім «Родной» фильмі, продюсерлік дебютым. Тақырып өте актуалды. Бомба болады ғой, пушка болады ғой. Бұл өзекті тақырыптардың бірі деп ойлаймын, сол үшін бару керексіз. Комедия, ішінде драмасы бар. Ажырасам деп жатқан отбасылар ажыраспас бұрын міндетті түрде осы киноны көріңіздер. Мүмкін содан кейін ажыраспайсыздар. «Родной» фильмінің сценарийі тек қана арзан күлкі емес, комедия, ішінде драмасы бар, отбасылық құндылықтарды жастар тілінде әзілмен әдемілеп жеткізіп, әр көрерменге ой салатын фильм. Комедия, және де бұл комедияны шығаратын екі адам бар, біздің роднойлар, біздің көршілер, Сапар мен Катя. Өте қызықты персонаждар. Мен қанша фильм көрдім, бірақ дәл осындай персонаждарды бұрын көрмегем. Дәл мен ғой мынау жаңағы Катя мен деген сияқты әйелдер өздерін көреді деген ойдамын. Әрине, кез келген киноны түсірген кезде оның бір айтар ой бар. Бұл кинода да ондай нәрсе бар. Жалпы қазір Дәл жер көлемі 9-шы орын болса, кеңдігінен ажырасудан да 9-шы орын екен. Сондықтан ол нәрсені біз қалай да болсын осы киномен біраз отбасылардың ажырасуын тоқтатып қаламыз деген ойдамын. Осы менің құрдастарым арасында болып жатқан көбісінен естимін осындай семьясындағы проблемалар жайлы, ажырасу жайлы. Сондықтан өзім де өте актуалды ғой, ойнауым керек, неге ойнамасқа деп шешім қабылдадым. Қазіргі таңда көптеген жас отбасылар тағдырдың сынақтарын көтере алмай, ажырасуға бел буып жатады. Ажырасуға бір себеп тауып жатқан жандар біздің фильмнен ажыраспауға 1000 себеп таба алады деп айта аламын. Бұл отбасылық фильмге бәрі бару керек деп ойлаймын. Неге? Себебі бұл біріншіден комедия, күліп қайтасыз. Екіншіден драма, жылап қайтасыз. Фильмнің жалпы мағаны, сценарийдің мағаны басы бар, ортасы бар, аяғы бар. актерлік состав өте керемет.
өте талантты жігіттер, қыздар. Меніңше ондай актерлар сомдаған рөл, сомдаған кино жаман болмайды. Бастысы өзім қуаныштымын, шыны керек, осындай құрамда, осындай кинода бой көрсеткеніме. Жалпы фильмімізді арзан, сапасыз деп айта алмаймын, себебі сценаристеріміз өте мықты. Қырғызстанның азаматтары «В поисках мамы», «Каникулы оффлайн» деген сияқты үлкен проекттерді жазып жүрген жігіттер. Режиссеріміз қырғыздың азаматы Бақыт Османқанов деген кісі. Ол кісіге де қатты риза болдым, себебі әзілді түсінеді, драма жағында жақсы түсінеді. Ал оператор жайлы енді жай аты жөнін айтсам да жеткілікті деп ойлаймын. Азамат Тулатов. Біреулер тек ажырасудың ортасында деп ойлауы мүмкін фильм. Жоқ, туыс, дос, сапардың мен достығына шын мәнінде бұл жерде риза боламын. Ондай достар шын мәнінде қазір аз. Біздің елдің, біздің жердің қандай кең екенін осы фильмде әдемі суреттеген. Міндетті түрде келіңіздер. Біз барлық қалада сіздермен бірге боламыз, бірге болуға тырысамыз, және де бізбен бір қатарда отырып киноны тамашалағандарыңызға біз қуанатын боламыз. Сондықтан баршаңызды 23 наурыз барлық Қазақстанның кинотеатрларынан көрсететін осындай тамаша комедия «Родной» фильміне шақырамыз. Осы киноны көруге шақырамын, өйткені берер тәрбиесі көп, берер дүниесі көп, соның бәрін сіздер бағалау керексіздер. «Родной» фильмі 23 наурыздан бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан көрсететін болады. Бір қызығы, Рамазан айының бірінші күнімен тұспа-тұс келіп тұр. Көптеген ағаларым, танитын продюсерлерім оразада шығуға қорықпайсың ба деген сұрақ қойған болатын маған. Біреу қорқытып айтатын, ойбой, оразада кім барады киноға деп. Бірақ бір Аллам өзі қолдайды деп ойлаймын. Себебі біз ажыраспауға шақырып жатырмыз. Білуімше, Құдайдың ең ұнамайтын істерінің бірі ол ажырасу. Сондықтан Алланың өзі қолдап, прокатымыз мықты өтеді деген сенімдемін. Біздің «Родной» фильмімізді көргеннен кейін бір отбасы болса да ажырасамын деген ойын алып тастап, ажыраспаймыз, болды ары қарай бақытты өмір сүреміз десе, оның өзі біз үшін үлкен жеңіс. Сондықтан «Родной» фильміне 23 наурыздан бастап келіңіздер. Почему я должен ехать 400 километров в Жаркент, чтобы просто развестись? Двордың собраниясында көрініп тұратын емдер тыныштық. Ажырасайын жатырмыз. Қатынды қалай көндірдік? Ажырасуларыңа не себеп болды? Импотент па? Алғашқы проектім «Родной» фильмі, продюсерлік дебютым. Тақырып өте актуалды. Бомба болады ғой, пушка болады ғой. Бұл өзекті тақырыптардың бірі деп ойлаймын, сол үшін бару керексіз. Комедия, ішінде драмасы бар. Ажырасам деп жатқан отбасылар ажыраспас бұрын міндетті түрде осы киноны көріңіздер. Мүмкін содан кейін ажыраспайсыздар. «Родной» фильмінің сценарийі тек қана арзан күлкі емес, комедия, ішінде драмасы бар, отбасылық құндылықтарды жастар тілінде әзілмен әдемілеп жеткізіп, әр көрерменге ой салатын фильм. Комедия, және де бұл комедияны шығаратын екі адам бар, біздің роднойлар, біздің көршілер, Сапар мен Катя. Өте қызықты персонаждар. Мен қанша фильм көрдім, бірақ дәл осындай персонаждарды бұрын көрмегем. Дәл мен ғой мынау жаңағы Катя мен деген сияқты әйелдер өздерін көреді деген ойдамын. Әрине, кез келген киноны түсірген кезде оның бір айтар ойы бар. Бұл кинода да ондай нәрсе бар. Жалпы қазір дәл жер көлемі 9-шы орын болса, кеңдігінен ажырасудан да 9-шы орын екен. Сондықтан ол нәрсені біз қалайда болсын осы киномен біраз отбасылардың ажырасуын тоқтатып қаламыз деген ойдамын. Осы менің құрдастарым арасында болып жатқан көбісінен естимін осындай семьясындағы проблемалар жайлы, ажырасу жайлы. Сондықтан өзімде өте актуалды ғой, ойнауым керек, неге ойнамасқа деп шешім қабылдадым.
Қазіргі таңда көптеген жас отбасылар тағдырдың сынақтарын көтере алмай, ажырасуға бел буып жатады. Ажырасуға бір себеп тауып жатқан жандар біздің фильмнен ажыраспауға мың себеп таба алады деп айта аламын. Бұл отбасылық фильмге бәрі бару керек деп ойлаймын. Неге? Себебі бұл біріншіден комедия, күліп қайтасыз. Екіншіден драма, жылап қайтасыз. Фильмнің жалпы маған-мағаны, сценарийдің маған-мағаны басы бар, ортасы бар, аяғы бар. Актерлық состав өте керемет, өте талантты жігіттер, қыздар. Меніңше ондай актерлар сомдаған рөл, сомдаған кино жаман болмайды. Бастысы өзім қуаныштымын, шыны керек, осындай құрамда, осындай кинода бой көрсеткеніме. Жалпы фильмімізді арзан, сапасыз деп айта алмаймын, себебі сценаристеріміз өте мықты. Қырғызстанның азаматтары «В поисках мамы», «Каникулы оффлайн» деген сияқты үлкен проекттерді жазып жүрген жігіттер. Режиссеріміз қырғыздың азаматы Бақыт Османқанов деген кісі. Ол кісіге де қатты риза болдым, себебі әзілді түсінеді, драма жағында жақсы түсінеді. Ал оператор жайлы енді жай ат жөнін айтсам да жеткілікті деп ойлаймын. Азамат Тулатов. Біреулер тек ажырасудың ортасында деп ойлауы мүмкін фильм. Жоқ, туыс, дос, сапардың мен достығына шын мәнінде бұл жерде риза боламын. Ондай достар шын мәнінде қазір аз. Біздің елдің, біздің жердің қандай кең екенін осы фильмде әдемі суреттеген. Міндетті түрде келіңіздер. Біз барлық қалада сіздермен бірге боламыз, бірге болуға тырысамыз, және де бізбен бір қатарда отырып киноны тамашалағандарыңызға біз қуанатын боламыз. Сондықтан баршаңызды 23 наурыз барлық Қазақстанның кинотеатрларынан көрсететін осындай тамаша комедия «Родной» фильміне шақырамыз. Осы киноны көруге шақырамын, өйткені берер тәрбиесі көп, берер дүниесі көп, соның бәрін сіздер бағалау керексіздер. «Родной» фильмі 23 наурыздан бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан көрсететін болады. Бір қызығы, Рамазан айының бірінші күнімен тұспа-тұс келіп тұр. Көптеген ағаларым, танитын продюсерлерім оразада шығуға қорықпайсың ба деген сұрақ қойған болатын маған. Біреу қорқытып айтатын, ойбой, оразада кім барады киноға деп. Бірақ бір Аллам өзі қолдайды деп ойлаймын. Себебі біз ажыраспауға шақырып жатырмыз. Білуімше Құдайдың ең ұнамайтын істерінің бірі ол ажырасу. Сондықтан Алланың өзі қолдап, прокатымыз мықты өтеді деген сенімдемін. Біздің «Родной» фильмімізді көргеннен кейін бір отбасы болса да ажырасамын деген ойын алып тастап, ажыраспаймыз, болды ары қарай бақытты өмір сүреміз десе, оның өзі біз үшін үлкен жеңіс. Сондықтан «Родной» фильміне 23 наурыздан бастап келіңіздер. Почему я должен ехать 400 километров в Жаркент, чтобы просто развестись? Двордың собраниясында көрініп тұратын емдер тыныштық. Ажырасаңыз жатырмыз. Қатынды қалай көндірді? Ажырасуларыңа не себеп болды? Импотент па? Алғашқы проектім «Родной» фильмі, продюсерлік дебютым. Тақырып өте актуалды. Бомба болады ғой, пушка болады ғой. Бұл өзекті тақырыптардың бірі деп ойлаймын, сол үшін бару керексіз. Комедия, ішінде драмасы бар. Ажырасам деп жатқан отбасылар ажыраспас бұрын міндетті түрде осы киноны көріңіздер. Мүмкін содан кейін ажыраспайсыздар. «Родной» фильмінің сценарийі тек қана арзан күлкі емес, комедия, ішінде драмасы бар, отбасылық құндылықтарды жастар тілінде әзілмен әдемілеп жеткізіп, әр көрерменге ой салатын фильм. Комедия, және де бұл комедияны шығаратын екі адам бар, біздің роднойлар, біздің көршілер, Сапар мен Катя. Өте қызықты персонаждар. Мен қанша фильм көрдім, бірақ дәл осындай персонаждарды бұрын көрмегем. Дәл мен ғой мынау жаңағы Катя мен деген сияқты әйелдер өздерін көреді деген ойдамын. Әрине, кез келген киноны түсірген кезде оның бір айтар ойы бар. Бұл кинода да ондай нәрсе бар.
жалпы қазір дәл жер көлемі 9-шы орын болса, кеңдігінен ажырасудан да 9-шы орын екен. Сондықтан ол нәрсені біз қалайда болсын осы киномен біраз отбасылардың ажырасуын тоқтатып қаламыз деген ойдамын. Осы менің құрдастарым арасында болып жатқан көбісінен естимін осындай семьясындағы проблемалар жайлы, ажырасу жайлы. Сондықтан өзім де өте актуалды ғой, ойнауым керек, неге ойнамасқа деп шешім қабылдадым. Қазіргі таңда көптеген жас отбасылар тағдырдың сынақтарын көтере алмай, ажырасуға бел буып жатады. Ажырасуға бір себеп тауып жатқан жандар біздің фильмнен ажыраспауға 1000 себеп таба алады деп айта аламын. Бұл отбасылық фильмге бәрі бару керек деп ойлаймын. Неге? Себебі бұл біріншіден комедия, күліп қайтасыз. Екіншіден драма, жылап қайтасыз. Фильмнің жалпы мағаны, сценарийдің мағаны, басы бар, ортасы бар, аяғы бар. актерлік состав өте керемет, өте талантты жігіттер, қыздар. Меніңше ондай актерлар сомдаған рөл, сомдаған кино жаман болмайды. Бастысы өзім қуаныштымын, шыны керек, осындай құрамда, осындай кинода бой көрсеткеніме. Жалпы фильмімізді арзан, сапасыз деп айта алмаймын, себебі сценаристеріміз өте мықты. Қырғызстанның азаматтары «В поисках мамы», «Каникулы оффлайн» деген сияқты үлкен проекттерді жазып жүрген жігіттер. Режиссеріміз қырғыздың азаматы Бақыт Османқанов деген кісі. Ол кісіге де қатты риза болдым, себебі әзілді түсінеді, драма жағында жақсы түсінеді. Ал оператор жайлы енді жай аты жөнін айтсам да жеткілікті деп ойлаймын. Азамат Тулатов. Біреулер тек ажырасудың ортасында деп ойлауы мүмкін фильм. Жоқ, туыс, дос, сапардың мен достығына шын мәнінде бұл жерде риза боламын. Ондай достар шын мәнінде қазір аз. Біздің елдің, біздің жердің қандай кең екенін осы фильмде әдемі суреттеген. Міндетті түрде келіңіздер. Біз барлық қалада сіздермен бірге боламыз, бірге болуға тырысамыз, және де бізбен бір қатарда отырып киноны тамашалағандарыңызға біз қуанатын боламыз. Сондықтан баршаңызды 23 наурыз барлық Қазақстанның кинотеатрларынан көрсететін осындай тамаша комедия «Родной» фильміне шақырамыз. Осы киноны көруге шақырамын, өйткені берер тәрбиесі көп, берер дүниесі көп, соның бәрін сіздер бағалау керексіздер. «Родной» фильмі 23 наурыздан бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан көрсететін болады. Бір қызығы, Рамазан айының 1-ші күнімен тұспа-тұс келіп тұр. Көптеген ағаларым, танитын продюсерлерім оразада шығуға қорықпайсың ба деген сұрақ қойған болатын маған. Біреу қорқытып айтатын, ойбуй, оразада кім барады киноға деп. Бірақ бір Аллам өзі қолдайды деп ойлаймын. Себебі біз ажыраспауға шақырып жатырмыз. Білуімше Құдайдың ең ұнамайтын істерінің бірі ол ажырасу. Сондықтан Алланың өзі қолдап, прокатымыз мықты өтеді деген сенімдемін. Біздің «Родной» фильмімізді көргеннен кейін бір отбасы болса да ажырасамын деген ойын алып тастап, ажыраспаймыз, ол ары қарай бақытты өмір сүреміз десе, оның өзі біз үшін үлкен жеңіс. Сондықтан «Родной» фильміне 23 наурыздан бастап келіңіздер. Почему я должен ехать 400 километров в Жаркент, чтобы просто развестись? Двордың собраниясында көрініп тұратын немдер тыныштық па? Ажырасайын жатырмыз. Қатынды қалай көндірдік? Ажырасуларыңа не себеп болды? Импотент па? Алғашқы проектім «Родной» фильмі, продюсерлік дебютым. Тақырып өте актуалды. Бомба болады ғой, пушка болады ғой. Бұл өзекті тақырыптардың бірі деп ойлаймын, сол үшін бару керексіз. Комедия, ішінде драмасы бар. Ажырасам деп жатқан отбасылар ажыраспас бұрын міндетті түрде осы киноны көріңіздер. Мүмкін содан кейін ажыраспайсыздар. «Родной» фильмінің сценарийі тек қана арзан күлкі емес, комедия, ішінде драмасы бар, отбасылық құндылықтарды жастар тілінде әзілмен әдемілеп жеткізіп, әр көрерменге ой салатын фильм. Комедия, және де бұл комедияны шығаратын екі адам бар, біздің роднойлар, біздің көршілер, Сапар мен Катя.
өте қызықты персонаждар. Мен қанша фильм көрдім, бірақ дәл осындай персонаждарды бұрын көрмегенмін. Дәл мен ғой мынау жаңағы Катя мен деген сияқты әйелдер өздерін көреді деген ойдамын. Әрине, кез келген киноны түсірген кезде оның бір айтар ойы бар. Бұл кинода да ондай нәрсе бар. Жалпы қазір Дәл жер көлемі 9-шы орын болса, кеңдігінен ажырасудан да 9-шы орын екен. Сондықтан ол нәрсені біз қалай да болсын осы киномен біраз отбасылардың ажырасуын тоқтатып қаламыз деген ойдамын. Осы менің құрдастарым арасында болып жатқан көбісінен естимін осындай семьясындағы проблемалар жайлы, ажырасу жайлы. Сондықтан өзім де өте актуалды ғой, ойнауым керек, неге ойнамасқа деп шешім қабылдадым. Қазіргі таңда көптеген жас отбасылар тағдырдың сынақтарын көтере алмай, ажырасуға бел буып жатады. Ажырасуға бір себеп тауып жатқан жандар біздің фильмнен ажыраспауға 1000 себеп таба алады деп айта аламын. Бұл отбасылық фильмге бәрі бару керек деп ойлаймын. Неге? Себебі бұл біріншіден комедия, күліп қайтасыз. Екіншіден драма, жылап қайтасыз. Фильмнің жалпы маған сценарийдің маған басы бар, ортасы бар, аяғы бар. актерлік состав өте керемет. Өте талантты жігіттер, қыздар. Меніңше ондай актерлар сомдаған рөл, сомдаған кино жаман болмайды. Бастысы өзім қуаныштымын, шыны керек, осындай құрамда, осындай кинода бой көрсеткеніме. Жалпы фильмімізді арзан, сапасыз деп айта алмаймын. Себебі сценаристеріміз өте мықты. Қырғызстанның азаматтары «В поисках мамы», «Каникулы оффлайн» деген сияқты үлкен проекттерді жазып жүрген жігіттер. Режиссеріміз қырғыздың азаматы Бақыт Османқанов деген кісі. Ол кісіге де қатты риза болдым. Себебі әзілді түсінеді, драма жағында жақсы түсінеді. Ал оператор жайлы енді жай аты жөнін айтсам да жеткілікті деп ойлаймын. Азамат Тулатов. Біреулер тек ажырасудың ортасында деп ойлауы мүмкін фильм. Жоқ, туыс, дос, сапардың мен достығына шын мәнінде бұл жерде риза боламын. Ондай достар шын мәнінде қазір аз. Біздің елдің, біздің жердің қандай кең екенін осы фильмде әдемі суреттеген. Міндетті түрде келіңіздер. Біз барлық қалада сіздермен бірге боламыз, бірге болуға тырысамыз, және де бізбен бір қатарда отырып киноны тамашалағандарыңызға біз қуанатын боламыз. Сондықтан баршаңызды 23 наурыз барлық Қазақстанның кинотеатрларынан көрсететін осындай тамаша комедия «Родной» фильміне шақырамыз. Осы киноны көруге шақырамын, өйткені берер тәрбиесі көп, берер дүниесі көп, соның бәрін сіздер бағалау керексіздер. «Родной» фильмі 23 наурыздан бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан көрсететін болады. Бір қызығы, Рамазан айының бірінші күнімен тұспа-тұс келіп тұр. Көптеген ағаларым, танитын продюсерлерім оразада шығуға қорықпайсың ба деген сұрақ қойған болатын маған. Біреу қорқытып айтатын, ойбай, оразада кім барады киноға деп. Бірақ бір Аллам өзі қолдайды деп ойлаймын. Себебі біз ажыраспауға шақырып жатырмыз. Білуімше Құдайдың ең ұнамайтын істерінің бірі ол ажырасу. Сондықтан Алланың өзі қолдап, прокатымыз мықты өтеді деген сенімдемін. Біздің «Родной» фильмімізді көргеннен кейін бір отбасы болса да ажырасамын деген ойын алып тастап, ажыраспаймыз, ол ары қарай бақытты өмір сүреміз десе, оның өзі біз үшін үлкен жеңіс. Сондықтан «Родной» фильміне 23 наурыздан бастап келіңіздер. Почему я должен ехать 400 километров в Жаркент, чтобы просто развестись? Двордың собраниясында көрініп тұратын немдер тыныштық. Ажырасаңыз жатырмыз. Қатынды қалай көндірдік? Ажырасуларыңа не себеп болды? Импотент па? Алғашқы проектім «Родной» фильмі, продюсерлік дебютым. Тақырып өте актуалды. Бомба болады ғой, пушка болады ғой. Бұл өзекті тақырыптардың бірі деп ойлаймын, сол үшін бару керексіз. Комедия, ішінде драмасы бар. Ажырасам деп жатқан отбасылар ажыраспас бұрын міндетті түрде осы киноны көріңіздер. Мүмкін содан кейін ажыраспайсыздар. «Родной» фильмінің сценарийі тек қана арзан күлкі емес, комедия, ішінде драмасы бар, отбасылық құндылықтарды жастар тілінде, әзілмен
әдемілеп жеткізіп әр көрерменге ой салатын фильм. Комедия, және де бұл комедияны шығаратын екі адам бар, біздің роднойлар, біздің көршілер, Сапар мен Катя. Өте қызықты персонаждар. Мен қанша фильм көрдім, бірақ дәл осындай персонаждарды бұрын көрмегем. Дәл мен ғой мынау жаңағы Катя мен деген сияқты әйелдер өздерін көреді деген ойдамын. Әрине, кез келген киноны түсірген кезде оның бір айтар ойы бар. Бұл кинода да ондай нәрсе бар. Жалпы қазір Дәл жер көлемі 9-шы орын болса, кеңдігінен ажырасудан да 9-шы орын екен. Сондықтан ол нәрсені біз қалайда болсын осы киномен біраз отбасылардың ажырасуын тоқтатып қаламыз деген ойдамын. Осы менің құрдастарым арасында болып жатқан көбісінен естимін осындай семьясындағы проблемалар жайлы, ажырасу жайлы. Сондықтан өзім де өте актуалды ғой, ойнауым керек, неге ойнамасқа деп шешім қабылдадым. Қазіргі таңда көптеген жас отбасылар тағдырдың сынақтарын көтере алмай, ажырасуға бел буып жатады. Ажырасуға бір себеп тауып жатқан жандар біздің фильмнен ажыраспауға 1000 себеп таба алады деп айта аламын. Бұл отбасылық фильмге бәрі бару керек деп ойлаймын. Неге? Себебі бұл біріншіден комедия, күліп қайтасыз. Екіншіден драма, жылап қайтасыз. Фильмнің жалпы маған сценарийдің маған басы бар, ортасы бар, аяғы бар. Актерлік состав өте керемет. Өте талантты жігіттер, қыздар. Меніңше ондай актерлар сомдаған рөл, сомдаған кино жаман болмайды. Бастысы өзім қуаныштымын, шыны керек, осындай құрамда, осындай кинода бой көрсеткеніме. Жалпы фильмімізді арзан, сапасыз деп айта алмаймын. Себебі сценаристеріміз өте мықты. Қырғызстанның азаматтары «В поисках мамы», «Каникулы офлайн» деген сияқты үлкен проекттерді жазып жүрген жігіттер. Режиссеріміз қырғыздың азаматы Бақыт Османқанов деген кісі. Ол кісіге де қатты риза болдым. Себебі әзілді түсінеді, драма жағында жақсы түсінеді. Ал оператор жайлы енді жай аты жөнін айтсам да жеткілікті деп ойлаймын. Азамат Тулатов. Біреулер тек ажырасудың ортасында деп ойлауы мүмкін фильм. Жоқ, туыс, дос, Сапардың мен достығына шын мәнінде бұл жерде риза боламын. Ондай достар шын мәнінде қазір аз. Біздің елдің, біздің жердің қандай кең екенін осы фильмде әдемі суреттеген. Міндетті түрде келіңіздер. Біз барлық қалада сіздермен бірге боламыз, бірге болуға тырысамыз, және де бізбен бір қатарда отырып киноны тамашалағандарыңызға біз қуанатын боламыз. Сондықтан баршаңызды 23 наурыз барлық Қазақстанның кинотеатрларынан көрсететін осындай тамаша комедия «Родной» фильміне шақырамыз. Осы киноны көруге шақырамын, өйткені берер тәрбиесі көп, берер дүниесі көп, соның бәрін сіздер бағалау керексіздер. «Родной» фильмі 23 наурыздан бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан көрсететін болады. Бір қызығы, Рамазан айының бірінші күнімен тұспа-тұс келіп тұр. Көптеген ағаларым, танитын продюсерлерім оразада шығуға қорықпайсың ба деген сұрақ қойған болатын маған. Біреу қорқытып айтатын, ойбай, оразада кім барады киноға деп. Бірақ бір Аллам өзі қолдайды деп ойлаймын. Себебі біз ажыраспауға шақырып жатырмыз. Білуімше Құдайдың ең ұнамайтын істерінің бірі ол ажырасу. Сондықтан Алланың өзі қолдап, прокатымыз мықты өтеді деген сенімдемін. Біздің «Родной» фильмімізді көргеннен кейін бір отбасы болса да ажырасамын деген ойын алып тастап, ажыраспаймыз, болды ары қарай бақытты өмір сүреміз десе, оның өзі біз үшін үлкен жеңіс. Сондықтан «Родной» фильміне 23 наурыздан бастап келіңіздер. Почему я должен ехать 400 километров в Жаркент, чтобы просто развестись? Двордың собраниясында көрініп тұратын емдер тыныштық. Ажырасаңыз жатырмыз. Қатынды қалай көндірді? Ажырасуларыңа не себеп болды? Импотент па? Алғашқы проектім «Родной» фильмі продюсерлік дебютым. Тақырып өте актуалды. Бомба болады ғой, пушка болады ғой. Бұл өзекті тақырыптардың бірі деп ойлаймын, сол үшін бару керексіз. Комедия, ішінде драмасы бар. Ажырасам деп жатқан отбасылар ажыраспас бұрын міндетті түрде осы киноны көріңіздер. Мүмкін содан кейін ажыраспайсыздар.
Родной фильмінің сценарийі тек қана арзан күлкі емес, комедия, ішінде драмасы бар, отбасылық құндылықтарды жастар тілінде әзілмен әдемілеп жеткізіп, әр көрерменге ой салатын фильм. Комедия, және де бұл комедияны шығаратын екі адам бар, біздің роднойлар, біздің көршілер, Сапар мен Катя. Өте қызықты персонаждар. Мен қанша фильм көрдім, бірақ дәл осындай персонаждарды бұрын көрмегем. Дәл мен ғой мынау жаңағы Катя мен деген сияқты әйелдер өздерін көреді деген ойдамын. Әрине, кез келген киноны түсірген кезде оның бір айтар ой бар. Бұл кинода да ондай нәрсе бар. Жалпы қазір Дәл жер көлемі 9-шы орын болса, кеңдігінен ажырасудан да 9-шы орын екен. Сондықтан ол нәрсені біз қалайда болсын осы киномен біраз отбасылардың ажырасуын тоқтатып қаламыз деген ойдамын. Осы менің құрдастарым арасында болып жатқан көбісінен естимін осындай семьясындағы проблемалар жайлы, ажырасу жайлы. Сондықтан өзім де өте актуалды ғой, ойнауым керек, неге ойнамасқа деп шешім қабылдадым. Қазіргі таңда көптеген жас отбасылар тағдырдың сынақтарын көтере алмай, ажырасуға бел буып жатады. Ажырасуға бір себеп тауып жатқан жандар біздің фильмнен ажыраспауға 1000 себеп таба алады деп айта аламын. Бұл отбасылық фильмге бәрі бару керек деп ойлаймын. Неге? Себебі бұл біріншіден комедия, күліп қайтасыз. Екіншіден драма, жылап қайтасыз. Фильмнің жалпы маған сценарийдің маған басы бар, ортасы бар, аяғы бар. актерлік состав өте керемет. Өте талантты жігіттер, қыздар. Меніңше ондай актерлар сомдаған рөл, сомдаған кино жаман болмайды. Бастысы өзім қуаныштымын, шыны керек, осындай құрамда, осындай кинода бой көрсеткеніме. Жалпы фильмімізді арзан, сапасыз деп айта алмаймын. Себебі сценаристеріміз өте мықты. Қырғызстанның азаматтары «В поисках мамы», «Каникулы оффлайн» деген сияқты үлкен проекттерді жазып жүрген жігіттер. Режиссеріміз қырғыздың азаматы Бақыт Османқанов деген кісі. Ол кісіге де қатты риза болдым. Себебі әзілді түсінеді, драма жағында жақсы түсінеді. Ал оператор жайлы енді жай аты жөнін айтсам да жеткілікті деп ойлаймын. Азамат Тулатов. Біреулер тек ажырасудың ортасында деп ойлауы мүмкін фильм. Жоқ, туыс, дос, Сапардың мен достығына шын мәнінде бұл жерде риза боламын. Ондай достар шын мәнінде қазір аз. Біздің елдің, біздің жердің қандай кең екенін осы фильмде әдемі суреттеген. Міндетті түрде келіңіздер. Біз барлық қалада сіздермен бірге боламыз, бірге болуға тырысамыз, және де бізбен бір қатарда отырып киноны тамашалағандарыңызға біз қуанатын боламыз. Сондықтан баршаңызды 23 наурыз барлық Қазақстанның кинотеатрларынан көрсететін осындай тамаша комедия «Родной» фильміне шақырамыз. Осы киноны көруге шақырамын, өйткені берер тәрбиесі көп, берер дүниесі көп, соның бәрін сіздер бағалау керексіздер. «Родной» фильмі 23 наурыздан бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан көрсететін болады. Бір қызығы, Рамазан айының бірінші күнімен тұспа-тұс келіп тұр. Көптеген ағаларым, танитын продюсерлерім оразада шығуға қорықпайсың ба деген сұрақ қойған болатын маған. Біреу қорқытып айтатын, ойбай, оразада кім барады киноға деп. Бірақ бір Аллам өзі қолдайды деп ойлаймын. Себебі біз ажыраспауға шақырып жатырмыз. Білуімше Құдайдың ең ұнамайтын істерінің бірі ол ажырасу. Сондықтан Алланың өзі қолдап, прокатымыз мықты өтеді деген сенімдемін. Біздің «Родной» фильмімізді көргеннен кейін бір отбасы болса да ажырасамын деген ойын алып тастап, ажыраспаймыз, ол ары қарай бақытты өмір сүреміз десе, оның өзі біз үшін үлкен жеңіс. Сондықтан «Родной» фильміне 23 наурыздан бастап келіңіздер. Почему я должен ехать 400 километров Жаркент, чтобы просто развестись? Двордың собраниясында көрініп тұратын немдер тыныштық па? Ажырасайын жатырмыз. Қатынды қалай көндірді? Ажырасуларыңа не себеп болды? Импотент па?
Алғашқы проектім «Родной» фильмі, продюсерлік дебютім. Тақырып өте актуалды. Бомба болады ғой, пушка болады ғой. Бұл өзекті тақырыптардың бірі деп ойлаймын. Сол үшін бару керексіз. Комедия, ішінде драмасы бар. Ажырасам деп жатқан отбасылар ажыраспас бұрын міндетті түрде осы киноны көріңіздер. Мүмкін содан кейін ажыраспайсыздар. «Родной» фильмінің сценарийі тек қана арзан күлкі емес, комедия, ішінде драмасы бар, отбасылық құндылықтарды жастар тілінде әзілмен әдемілеп жеткізіп, әр көрерменге ой салатын фильм. Комедия, және де бұл комедияны шығаратын екі адам бар, біздің роднойлар, біздің көршілер, Сапар мен Катя. Өте қызықты персонаждар. Мен қанша фильм көрдім, бірақ дәл осындай персонаждарды бұрын көрмегем. Дәл мен ғой мынау жаңағы Катя мен деген сияқты әйелдер өздерін көреді деген ойдамын. Әрине, кез келген киноны түсірген кезде оның бір айтар ойы бар. Бұл кинода да ондай нәрсе бар. Жалпы қазір Дәл жер көлемі 9-шы орын болса, кеңдігінен ажырасудан да 9-шы орын екен. Сондықтан ол нәрсені біз қалайда болсын осы киномен біраз отбасылардың ажырасуын тоқтатып қаламыз деген ойдамын. Осы менің құрдастарым арасында болып жатқан көбісінен естимін осындай семьясындағы проблемалар жайлы, ажырасу жайлы. Сондықтан өзімде өте актуалды ғой, ойнауым керек, неге ойнамасқа деп шешім қабылдадым. Қазіргі таңда көптеген жас отбасылар тағдырдың сынақтарын көтере алмай, ажырасуға бел буып жатады. Ажырасуға бір себеп тауып жатқан жандар біздің фильмнен ажыраспауға 1000 себеп таба алады деп айта аламын. Бұл отбасылық фильмге бәрі бару керек деп ойлаймын. Неге? Себебі бұл біріншіден комедия, күліп қайтасыз. Екіншіден драма, жылап қайтасыз. Фильмнің жалпы маған-мағаны, сценарийдің маған-мағаны басы бар, ортасы бар, аяғы бар. Актерлік состав өте керемет. Өте талантты жігіттер, қыздар. Меніңше ондай актерлар сомдаған рөл, сомдаған кино жаман болмайды. Бастысы өзім қуаныштымын, шыны керек, осындай құрамда, осындай кинода бой көрсеткеніме. Жалпы фильмімізді арзан, сапасыз деп айта алмаймын. Себебі сценаристеріміз өте мықты. Қырғызстанның азаматтары «В поисках мамы», «Каникулы оффлайн» деген сияқты үлкен проекттерді жазып жүрген жігіттер. Режиссеріміз қырғыздың азаматы Бақыт Османқанов деген кісі. Ол кісіге де қатты риза болдым. Себебі әзілді түсінеді, драма жағында жақсы түсінеді. Ал оператор жайлы енді жай аты жөнін айтсам да жеткілікті деп ойлаймын. Азамат Тулатов. Біреулер тек ажырасудың ортасында деп ойлауы мүмкін фильм. Жоқ, туыс, дос, Сапардың мен достығына шын мәнінде бұл жерде риза боламын. Ондай достар шын мәнінде қазір аз. Біздің елдің, біздің жердің қандай кең екенін осы фильмде әдемі суреттеген. Міндетті түрде келіңіздер. Біз барлық қалада сіздермен бірге боламыз, бірге болуға тырысамыз, және де бізбен бір қатарда отырып киноны тамашалағандарыңызға біз қуанатын боламыз. Сондықтан баршаңызды 23 наурыз барлық Қазақстанның кинотеатрларынан көрсететін осындай тамаша комедия «Родной» фильміне шақырамыз. Осы киноны көруге шақырамын, өйткені берер тәрбиесі көп, берер дүниесі көп, соның бәрін сіздер бағалау керексіздер. «Родной» фильмі 23 наурыздан бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан көрсететін болады. Бір қызығы, Рамазан айының бірінші күнімен тұспа-тұс келіп тұр. Көптеген ағаларым, танитын продюсерлерім оразада шығуға қорықпайсың ба деген сұрақ қойған болатын маған. Біреу қорқытып айтатын, ойбай, оразада кім барады киноға деп. Бірақ бір Аллам өзі қолдайды деп ойлаймын. Себебі біз ажыраспауға шақырып жатырмыз. Білуімше, Құдайдың ең ұнамайтын істерінің бірі ол ажырасу. Сондықтан Алланың өзі қолдап, прокатымыз мықты өтеді деген сенімдемін. Біздің «Родной» фильмімізді көргеннен кейін бір отбасы болса да ажырасамын деген ойын алып тастап, ажыраспаймыз, ол ары қарай бақытты өмір сүреміз десе, оның өзі біз үшін үлкен жеңіс. Сондықтан «Родной» фильміне 23 наурыздан бастап келіңіздер. Почему я должен ехать 400 километров в Жаркент, чтобы просто развестись?
двордың собраниясында көрініп тұратын емдер тыныштық па? Ажырасайын деп жатырмыз. Қатынды қалай көндірдік? Ажырасуларыңа не себеп болды? Импотент па? Алғашқы проектім «Родной» фильмі, продюсерлік дебютым. Тақырып өте актуалды. Бомба болады ғой, пушка болады ғой. Бұл өзекті тақырыптардың бірі деп ойлаймын. Сол үшін бару керексіз. Комедия, ішінде драмасы бар. Ажырасам деп жатқан отбасылар ажыраспас бұрын міндетті түрде осы киноны көріңіздер. Мүмкін содан кейін ажыраспайсыздар. «Родной» фильмінің сценарийі тек қана арзан күлкі емес, комедия, ішінде драмасы бар, отбасылық құндылықтарды жастар тілінде әзілмен әдемілеп жеткізіп, әр көрерменге ой салатын фильм. Комедия, және де бұл комедияны шығаратын екі адам бар, біздің роднойлар, біздің көршілер, Сапар мен Катя. Өте қызықты персонаждар. Мен қанша фильм көрдім, бірақ дәл осындай персонаждарды бұрын көрмегем. Дәл мен ғой мынау жаңағы Катя мен деген сияқты әйелдер өздерін көреді деген ойдамын. Әрине, кез келген киноны түсірген кезде оның бір айтар ой бар. Бұл кинода да ондай нәрсе бар. Жалпы қазір Дәл жер көлемі 9-шы орын болса, кеңдігінен ажырасудан да 9-шы орын екен. Сондықтан ол нәрсені біз қалай да болсын осы киномен біраз отбасылардың ажырасуын тоқтатып қаламыз деген ойдамын. Осы менің құрдастарым арасында болып жатқан көбісінен естимін осындай семьясындағы проблемалар жайлы, ажырасу жайлы. Сондықтан өзім де өте актуалды ғой, ойнауым керек, неге ойнамасқа деп шешім қабылдадым. Қазіргі таңда көптеген жас отбасылар тағдырдың сынақтарын көтере алмай, ажырасуға бел буып жатады. Ажырасуға бір себеп тауып жатқан жандар біздің фильмнен ажыраспауға 1000 себеп таба алады деп айта аламын. Бұл отбасылық фильмге бәрі бару керек деп ойлаймын. Неге? Себебі бұл біріншіден комедия, күліп қайтасыз. Екіншіден драма, жылап қайтасыз. Фильмнің жалпы маған сценарийдің маған басы бар, ортасы бар, аяғы бар. Актерлік состав өте керемет. Өте талантты жігіттер, қыздар. Меніңше ондай актерлар сомдаған рөл, сомдаған кино жаман болмайды. Бастысы өзім қуаныштымын, шыны керек, осындай құрамда, осындай кинода бой көрсеткеніме. Жалпы фильмімізді арзан, сапасыз деп айта алмаймын. Себебі сценаристеріміз өте мықты. Қырғызстанның азаматтары «В поисках мамы», «Каникулы оффлайн» деген сияқты үлкен проекттерді жазып жүрген жігіттер. Режиссеріміз қырғыздың азаматы Бақыт Османқанов деген кісі. Ол кісіге де қатты риза болдым. Себебі әзілді түсінеді, драма жағында жақсы түсінеді. Ал оператор жайлы енді жай аты жөнін айтсам да жеткілікті деп ойлаймын. Азамат Тулатов. Біреулер тек ажырасудың ортасында деп ойлауы мүмкін фильм. Жоқ, туыс, дос, Сапардың мен достығына шын мәнінде бұл жерде риза боламын. Ондай достар шын мәнінде қазір аз. Біздің елдің, біздің жердің қандай кең екенін осы фильмде әдемі суреттеген. Міндетті түрде келіңіздер. Біз барлық қалада сіздермен бірге боламыз, бірге болуға тырысамыз, және де бізбен бір қатарда отырып киноны тамашалағандарыңызға біз қуанатын боламыз. Сондықтан баршаңызды 23 наурыз барлық Қазақстанның кинотеатрларынан көрсететін осындай тамаша комедия «Родной» фильміне шақырамыз. Осы киноны көруге шақырамын, өйткені берер тәрбиесі көп, берер дүниесі көп, соның бәрін сіздер бағалау керексіздер. «Родной» фильмі 23 наурыздан бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан көрсететін болады. Бір қызығы, Рамазан айының 1-ші күнімен тұспа-тұс келіп тұр. Көптеген ағаларым, танитын продюсерлерім оразада шығуға қорықпайсың ба деген сұрақ қойған болатын маған. Біреу қорқытып айтатын, ойбай, оразада кім барады киноға деп. Бірақ бір Аллам өзі қолдайды деп ойлаймын. Себебі біз ажыраспауға шақырып жатырмыз. Білуімше Құдайдың ең ұнамайтын істерінің бірі ол ажырасу. Сондықтан Алланың өзі қолдап, прокатымыз мықты өтеді деген сенімдемін. Біздің «Родной» фильмімізді көргеннен кейін бір отбасы болса да ажырасамын деген ойын алып тастап, ажыраспаймыз, болды ары қарай бақытты өмір сүреміз десе, оның өзі біз үшін үлкен жеңіс. Сондықтан
родной фильміне 23 наурыздан бастап келіңіздер. Почему я должен ехать 400 километров в Жаркент, чтобы просто развестись? Двордың собраниясында көрініп тұратын емдер тыныштықта. Ажырасайын деп жатырмыз. Қатынды қалай көндірдік? Ажырасуларыңа не себеп болды? Импотент па? Алғашқы проектім родной фильмі продюсерлік дебютым. Тақырып өте актуалды. Бомба болады ғой, пушка болады ғой. Бұл өзекті тақырыптардың бірі деп ойлаймын. Сол үшін бару керексіз. Комедия, ішінде драмасы бар. Ажырасам деп жатқан отбасылар ажыраспас бұрын міндетті түрде осы киноны көріңіздер. Мүмкін содан кейін ажыраспайсыздар. Родной фильмінің сценарийі тек қана арзан күлкі емес, комедия, ішінде драмасы бар, отбасылық құндылықтарды жастар тілінде әзілмен әдемілеп жеткізіп, әр көрерменге ой салатын фильм. Комедия, және де бұл комедияны шығаратын екі адам бар, біздің роднойлар, біздің көршілер, Сапар мен Катя. Өте қызықты персонаждар. Мен қанша фильм көрдім, бірақ дәл осындай персонаждарды бұрын көрмегем. Дәл мен ғой мынау жаңағы Катя мен деген сияқты әйелдер өздерін көреді деген ойдамын. Әрине, кез келген киноны түсірген кезде оның бір айтар ой бар. Бұл кинода да ондай нәрсе бар. Жалпы қазір Дәл жер көлемі 9-шы орын болса, кеңдігінен ажырасудан да 9-шы орын екен. Сондықтан ол нәрсені біз қалай да болсын осы киномен біраз отбасылардың ажырасуын тоқтатып қаламыз деген ойдамын. Осы менің құрдастарым арасында болып жатқан көбісінен естимін осындай семьясындағы проблемалар жайлы, ажырасу жайлы. Сондықтан өзім де өте актуалды ғой, ойнауым керек, неге ойнамасқа деп шешім қабылдадым. Қазіргі таңда көптеген жас отбасылар тағдырдың сынақтарын көтере алмай, ажырасуға бел буып жатады. Ажырасуға бір себеп тауып жатқан жандар біздің фильмнен ажыраспауға мың себеп таба алады деп айта аламын. Бұл отбасылық фильмге бәрі бару керек деп ойлаймын. Неге? Себебі бұл біріншіден комедия, күліп қайтасыз. Екіншіден драма, жылап қайтасыз. Фильмнің жалпы маған-мағаны, сценарийдің маған-мағаны басы бар, ортасы бар, аяғы бар. актерлық состав өте керемет. Өте талантты жігіттер, қыздар. Меніңше ондай актерлар сомдаған рөл, сомдаған кино жаман болмайды. Бастысы өзім қуаныштымын, шыны керек, осындай құрамда, осындай кинода бой көрсеткеніме. Жалпы фильмімізді арзан, сапасыз деп айта алмаймын. Себебі сценаристеріміз өте мықты. Қырғызстанның азаматтары в поисках мамы, каникулы офлайн деген сияқты үлкен проекттерді жазып жүрген жігіттер. Режиссеріміз қырғыздың азаматы Бақыт Османқанов деген кісі. Ол кісіге де қатты риза болдым. Себебі әзілді түсінеді, драма жағында жақсы түсінеді. Ал оператор жайлы енді жай аты жөнін айтсам да жеткілікті деп ойлаймын. Азамат Тулатов. Біреулер тек ажырасудың ортасында деп ойлауы мүмкін фильм. Жоқ, туыс, дос, Сапардың мен достығына шын мәнінде бұл жерде риза боламын. Ондай достар шын мәнінде қазір аз. Біздің елдің, біздің жердің қандай кең екенін осы фильмде әдемі суреттеген. Міндетті түрде келіңіздер. Біз барлық қалада сіздермен бірге боламыз, бірге болуға тырысамыз, және де бізбен бір қатарда отырып киноны тамашалағандарыңызға біз қуанатын боламыз. Сондықтан баршаңызды 23 наурыз барлық Қазақстанның кинотеатрларынан көрсететін осындай тамаша комедия «Родной» фильміне шақырамыз. Осы киноны көруге шақырамын, өйткені берер тәрбиесі көп, берер дүниесі көп, соның бәрін сіздер бағалау керексіздер. «Родной» фильмі 23 наурыздан бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан көрсететін болады. Бір қызығы, Рамазан айының бірінші күнімен тұспа-тұс келіп тұр. Көптеген ағаларым, танитын продюсерлерім, оразада шығуға қорықпайсың ба деген сұрақ қойған болатын маған. Біреу қорқытып айтатын, ойбай, оразада кім барады киноға деп. Бірақ бір Аллам өзі қолдайды деп ойлаймын. Себебі біз ажыраспауға шақырып жатырмыз. Білуімше Құдайдың ең ұнамайтын істерінің бірі ол ажырасу. Сондықтан Алланың өзі қолдап, прокатымыз мықты өтеді деген сенімдемін. Біздің «Родной» фильмімізді көргеннен кейін
бір отбасы болса да ажырасамын деген ойын алып тастап ажыраспаймыз, болды ары қарай бақытты өмір сүреміз десе, оның өзі біз үшін үлкен жеңіс. Сондықтан «Родной» фильміне 23 наурыздан бастап келіңіздер. Почему я должен ехать 400 километров в Жаркент, чтобы просто развестись? Двордың собраниясында көрініп тұратын емдер тыныштық па? Ажырасайын деп жатырмыз. Қатынды қалай көндірдік? Ажырасуларыңа не себеп болды? Импотент па? Алғашқы проектім «Родной» фильмі, продюсерлік дебютым. Тақырып өте актуалды. Бомба болады ғой, пушка болады ғой. Бұл өзекті тақырыптардың бірі деп ойлаймын, сол үшін бару керексіз. Комедия, ішінде драмасы бар. Ажырасам деп жатқан отбасылар ажыраспас бұрын міндетті түрде осы киноны көріңіздер. Мүмкін содан кейін ажыраспайсыздар. «Родной» фильмінің сценарийі тек қана арзан күлкі емес, комедия, ішінде драмасы бар, отбасылық құндылықтарды жастар тілінде әзілмен әдемілеп жеткізіп, әр көрерменге ой салатын фильм. Комедия, және де бұл комедияны шығаратын екі адам бар, біздің роднойлар, біздің көршілер, Сапар мен Катя. Өте қызықты персонаждар. Мен қанша фильм көрдім, бірақ дәл осындай персонаждарды бұрын көрмегем. Дәл мен ғой мынау жаңағы Катя мен деген сияқты әйелдер өздерін көреді деген ойдамын. Әрине, кез келген киноны түсірген кезде оның бір айтар ой бар. Бұл кинода да ондай нәрсе бар. Жалпы қазір Дәл жер көлемі 9-шы орын болса, кеңдігінен ажырасудан да 9-шы орын екен. Сондықтан ол нәрсені біз қалай да болсын осы киномен біраз отбасылардың ажырасуын тоқтатып қаламыз деген ойдамын. Осы менің құрдастарым арасында болып жатқан көбісінен естимін осындай семьясындағы проблемалар жайлы, ажырасу жайлы. Сондықтан өзімде өте актуалды ғой, ойнауым керек, неге ойнамасқа деп шешім қабылдадым. Қазіргі таңда көптеген жас отбасылар тағдырдың сынақтарын көтере алмай, ажырасуға бел буып жатады. Ажырасуға бір себеп тауып жатқан жандар біздің фильмнен ажыраспауға 1000 себеп таба алады деп айта аламын. Бұл отбасылық фильмге бәрі бару керек деп ойлаймын. Неге? Себебі бұл біріншіден комедия, күліп қайтасыз. Екіншіден драма, жылап қайтасыз. Фильмнің жалпы маған-мағаны, сценарийдің маған-мағаны басы бар, ортасы бар, аяғы бар. Актерлік состав өте керемет. Өте талантты жігіттер, қыздар. Меніңше ондай актерлар сомдаған рөл, сомдаған кино жаман болмайды. Бастысы өзім қуаныштымын, шыны керек, осындай құрамда, осындай кинода бой көрсеткеніме. Жалпы фильмімізді арзан, сапасыз деп айта алмаймын, себебі сценаристеріміз өте мықты. Қырғызстанның азаматтары «В поисках мамы», «Каникулы оффлайн» деген сияқты үлкен проекттерді жазып жүрген жігіттер. Режиссеріміз қырғыздың азаматы Бақыт Османқанов деген кісі. Ол кісіге де қатты риза болдым, себебі әзілді түсінеді, драма жағында жақсы түсінеді. Ал оператор жайлы енді жай аты жөнін айтсам да жеткілікті деп ойлаймын. Азамат Тулатов. Біреулер тек ажырасудың ортасында деп ойлауы мүмкін фильм. Жоқ, туыс, дос, Сапардың мен достығына шын мәнінде бұл жерде риза боламын. Ондай достар шын мәнінде қазір аз. Біздің елдің, біздің жердің қандай кең екенін осы фильмде әдемі суреттеген. Міндетті түрде келіңіздер. Біз барлық қалада сіздермен бірге боламыз, бірге болуға тырысамыз, және де бізбен бір қатарда отырып киноны тамашалағандарыңызға біз қуанатын боламыз. Сондықтан баршаңызды 23 наурыз барлық Қазақстанның кинотеатрларынан көрсететін осындай тамаша комедия «Родной» фильміне шақырамыз. Осы киноны көруге шақырамын, өйткені берер тәрбиесі көп, берер дүниесі көп, соның бәрін сіздер бағалау керексіздер. «Родной» фильмі 23 наурыздан бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан көрсететін болады. Бір қызығы, Рамазан айының 1-ші күнімен тұспа-тұс келіп тұр. Көптеген ағаларым, танитын продюсерлерім оразада шығуға қорықпайсың ба деген сұрақ қойған болатын маған. Біреу қорқытып айтатын, ойбай, оразада кім барады киноға деп. Бірақ бір Аллам өзі қолдайды деп ойлаймын. Себебі біз ажыраспауға шақырып жатырмыз. Білуімше Құдайдың
ең ұнамайтын істерінің бірі ол ажырасу. Сондықтан Алланың өзі қолдап, прокатымыз мықты өтеді деген сенімдемін. Біздің родной фильмімізді көргеннен кейін бір отбасы болса да ажырасамын деген ойын алып тастап, ажыраспаймыз, болды ары қарай бақытты өмір сүреміз десе, оның өзі біз үшін үлкен жеңіс. Сондықтан родной фильміне 23 наурыздан бастап келіңіздер. Почему я должен ехать 400 километров в Жаркент, чтобы просто развестись? Двордың собраниясында көрініп тұратын емдер тыныштық па? Ажырасаңыз жатырмыз. Қатынды қалай көндірді? Ажырасуларыңа не себеп болды? Импотент па? Алғашқы проектім родной фильмі, продюсерлік дебютым. Тақырып өте актуалды. Бомба болады ғой, пушка болады ғой. Бұл өзекті тақырыптардың бірі деп ойлаймын, сол үшін бару керексіз. Комедия, ішінде драмасы бар. Ажырасам деп жатқан отбасылар ажыраспас бұрын міндетті түрде осы киноны көріңіздер. Мүмкін содан кейін ажыраспайсыздар. Родной фильмінің сценарийі тек қана арзан күлкі емес, комедия, ішінде драмасы бар, отбасылық құндылықтарды жастар тілінде әзілмен әдемілеп жеткізіп, әр көрерменге ой салатын фильм. Комедия, және де бұл комедияны шығаратын екі адам бар, біздің роднойлар, біздің көршілер, Сапар мен Катя. Өте қызықты персонаждар. Мен қанша фильм көрдім, бірақ дәл осындай персонаждарды бұрын көрмегем. Дәл мен ғой мынау жаңағы Катя мен деген сияқты әйелдер өздерін көреді деген ойдамын. Әрине, кез келген киноны түсірген кезде оның бір айтар ой бар. Бұл кинода да ондай нәрсе бар. Жалпы қазір Дәл жер көлемі 9-шы орын болса, кеңдігінен ажырасудан да 9-шы орын екен. Сондықтан ол нәрсені біз қалай да болсын осы киномен біраз отбасылардың ажырасуын тоқтатып қаламыз деген ойдамын. Осы менің құрдастарым арасында болып жатқан көбісінен естимін осындай семьясындағы проблемалар жайлы, ажырасу жайлы. Сондықтан өзімде өте актуалды ғой, ойнауым керек, неге ойнамасқа деп шешім қабылдадым. Қазіргі таңда көптеген жас отбасылар тағдырдың сынақтарын көтере алмай, ажырасуға бел буып жатады. Ажырасуға бір себеп тауып жатқан жандар біздің фильмнен ажыраспауға 1000 себеп таба алады деп айта аламын. Бұл отбасылық фильмге бәрі бару керек деп ойлаймын. Неге? Себебі бұл біріншіден комедия, күліп қайтасыз. Екіншіден драма, жылап қайтасыз. Фильмнің жалпы маған-мағаны, сценарийдің маған-мағаны басы бар, ортасы бар, аяғы бар. Актерлік состав өте керемет. Өте талантты жігіттер, қыздар. Меніңше ондай актерлар сомдаған рөл, сомдаған кино жаман болмайды. Бастысы өзім қуаныштымын, шыны керек, осындай құрамда, осындай кинода бой көрсеткеніме. Жалпы фильмімізді арзан, сапасыз деп айта алмаймын. Себебі сценаристеріміз өте мықты. Қырғызстанның азаматтары в поисках мамы, каникулы офлайн деген сияқты үлкен проекттерді жазып жүрген жігіттер. Режиссеріміз қырғыздың азаматы Бақыт Османқанов деген кісі. Ол кісіге де қатты риза болдым. Себебі әзілді түсінеді, драма жағында жақсы түсінеді. Ал оператор жайлы енді жай аты жөнін айтсам да жеткілікті деп ойлаймын. Азамат Тулатов. Біреулер тек ажырасудың ортасында деп ойлауы мүмкін фильм. Жоқ, туыс, дос, Сапардың мен достығына шын мәнінде бұл жерде риза боламын. Ондай достар шын мәнінде қазір аз. Біздің елдің, біздің жердің қандай кең екенін осы фильмде әдемі суреттеген. Міндетті түрде келіңіздер. Біз барлық қалада сіздермен бірге боламыз, бірге болуға тырысамыз, және де бізбен бір қатарда отырып киноны тамашалағандарыңызға біз қуанатын боламыз. Сондықтан баршаңызды 23 наурыз барлық Қазақстанның кинотеатрларынан көрсететін осындай тамаша комедия «Родной» фильміне шақырамыз. Осы киноны көруге шақырамын, өйткені берер тәрбиесі көп, берер дүниесі көп, соның бәрін сіздер бағалау керексіздер. «Родной» фильмі 23 наурыздан бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан көрсететін болады. Бір қызығы, Рамазан айының 1-ші күнімен тұспа-тұс келіп тұр. Көптеген ағаларым, танитын продюсерлерім, оразада шығуға қорықпайсың ба деген
сұрақ қойған болатын маған. Біреу қорқытып айтатын, ойбой, оразада кім барады киноға деп. Бірақ бір Аллам өзі қолдайды деп ойлаймын. Себебі біз ажыраспауға шақырып жатырмыз. Білуімше Құдайдың ең ұнамайтын істерінің бірі ол ажырасу. Сондықтан Алланың өзі қолдап, прокатымыз мықты өтеді деген сенімдемін. Біздің родной фильмімізді көргеннен кейін бір отбасы болса да ажырасамын деген ойын алып тастап, ажыраспаймыз, болды ары қарай бақытты өмір сүреміз десе, оның өзі біз үшін үлкен жеңіс. Сондықтан родной фильміне 23 наурыздан бастап келіңіздер.